Армысыз құрметті көрермен, эфирде коммент шоу бағдарламасы. Астанадан Ербол Қайыров пен Дидар Қадыров келді. Дидар қалай екен ұшып келіп жүрген? Керемет. Бизнес қой. Ерболмен бірге. О, рахат. Ербол, бизнес па сізде? Жоқ. Мен жай әзілдеп айтып жатырмын ғой. Олимпиада аяқталды. Оның алдында Еуропа чемпионаты бітті. Жазда бір дұрыс демаламадық та, Жоқ, Олимпиададан кейін Паралимпиада басталады ғой. Паралимпиададан кейін Ұлттар лигасы. Көшбасшылар ойыны деген бар. Иә, соның Ұлттар лигасынан кейін Чемпиондар лигасы, кейін чемпионаттар басталады. Ла Лига, АПЛ, сөйтіп осылайша бізде демалыс болмайды. Қазақстан чемпионаты да. Қазақстан чемпионаты, договорняктар, сонда болады. Төрешілер командаларды өлтіріп тастайды, дұрыс па? Білмеймін мен. Скандалдар, жанжалдар, Ереке, осыған сұхбат берсеңіз деп. Жігіттер, Еуропада футболдан лигаларды жаңа маусымдары басталып жатыр. Өте қызық ойындар бізді күтіп тұр. Енді АПЛ, Ла Лига, Италия сериясы, Бундеслига бүкіл матчтарды тоқтаусыз тамашалаймыз. Ал ол ойындарды одан әрі қызығырақ етудің жолы Винлайн компаниясының қосымшасын жүктеп алып, Винлайнда бәс тігу. Және Винлайн керемет акция ұсынып жатыр. Бірінші депозиттеріңізді ұлғайтып береді. 100 мың теңгеге дейін бонус бар. Винлайн қосымшасын жүктеп, алдағы ойындарға бәс тіге аласыздар. Сәттілік тілейміз. Жаңа ойыншылар үшін жаңа фрибет. Бірінші депозитке тең 100 мың теңгеге дейін. Тек Винлайнда нақты фрибет. Винлайн. Айырмашылықты байқа. Бәрі хабарласады. Тамаша. Қашан демаламыз? Демалмаймыз? Бір кино көріп. Біз бүгін қонақ шақырсақ, Ербол договорняк, тағы бірдеңе туралы айтып отыр ғой. Бүгін бізге Бейтін әңгімеге. Қонаққа Астана футбол клубынан келеді. Тамаша бір шығарылым болайын деп тұр Қайсар Бекенов мырза. Мен шыны керек, оның 2013 жылы Астана клубына қызметке келгеннен бастап, қазіргі жолын бәрін бақылап келе жатырмын. Адамға бір үлгі болатындай негізі. 28 жасында кәдімгідей президент болды ғой ол кезде, Бір нәрсе 2013-те мен федерация келем ғой, маған виза керек болды. Мен оған паспорт берді, маған виза керек. Все, давай дайын. И бір аптадан кейін Астананың президенті болып шығады. Тамаша. Мен виза жасап берейінші сізге. Өзі печатьті қойып, былай, посольство бармай қойып, былай. Өзі барым. Ол кезде халықаралық департамент жұмыс жасады ғой. А негізі халықаралық департамент визаларға жауап береді ғой. Тамаша. Қайсар Бекенов мырзаны ортаға шығарып, өзімен сөйлесейік. Қонағымыз Қайсар Бекенов. Бүгін қонағымыз Қайсар Бекенов мырза. Қайсар мырза, сізді таныстырған кезде Астана футбол клубының қызметкері дедік, бірақ нақты дәл қазір атқаратын жұмысыңыз қалай аталады? Енді қазіргі аты негізі коммерциялық және халықпен араласу қызметін түсіремін. Бұл пиар ғой сонда, пиар бөлігі? Пиар ғой негізі, ағылшынша айтқан сол. Біздің әріптесіміз ғой сонда. Әріптестеуге болады негізі, осы жылдан бастап енді. Алдында қаржы жағында да жұмыс істедім, сосын атқарушы директор болдым, өзіңіз айтқандай президентте болдым. Қазір енді жаңа сол маманды үйреніп енді. Артқа кетіп бара жатқан жоқсыз ба сізді? Байыршымен баты сияқты ма? 28 жаста президент болып, 38 жаста пиарға келіп керісінше жүріп жатқан жоқсыз ба? Пенсияға жақынырақ енді кішкене администраторға түсетін. Бұл қалай болып жатыр? Президент болып бастағаннан кейін болды ғой, шынына жетіп алдыңыз да енді қайға бөсем деген сияқты ма? Ол кезде де енді біраз себептер болды ғой солай келуге, өткені алдын ала Ерекен дұрыстап айтқандай, негізі федерацияда халықаралық қызметін сүріп атқанда, сол кезде атқарушы директор Самрукта істеген Дархан Аманшевич Калетаев деген кісі, сол негізі бірінші клубқа қаржылық директор деп шақырған. Солда жарты жыл жұмыс істеп, сосын сол кездегі Спанов Есен Боранбаевич деген кісі президент болған, ол жұмыстан кетіп баратты да, сол мен өзің орнына мен сол кімге Өмірзақ Кестаевич Шукеев ол кезде Самрукта болған, ол бастық. Сол кімдермен Калетаев екеуі кездесіп, сол ақылдасып, маған сондай ұсыныс берді. Оғанда біраз ойлап, ақылдасып, өзім туысқандармен, ағайындармен, бәрімен, өткен өзіңіз білесіз ғой, ол да енді оңай нәрсе емес қой, ондай үлкен клубта басқару деген. Сондықтан бәрі за и противті ойласып не істеп, сол 2014 жылдың басында келісімге келдік негізі. Тамаша, сіз қазақша әп-әдемі сөйлеп отырсыз. Мен негізі сізді қазақша бай дұрыс сөйлейді деп ойлаған жоқпын. Неше тіл білесіз?
Былай санағанда негізі где-то 4-5 тілде болады шығар. Ағылшын таптаза, итальянша білесе. Қазақша, орысша деуге болады. Сосын кішкене енді белорус және украин тілден білем, өткені кезінде Белоруссияда өстім да. Содан қазір екеуі ауысып кетті негізі. Бірақ негізі мысалы украин тілін естісем, бәрін енді 100%-ның бәрін түсінемін ғой негізі. И содан кішкене өзім Ювентустың несі жанкүйер болғаннан кішкене итальян тілінде үйренгенмін. Қараңызшы, сіз Астана клубына келген кезде Бате сияқты болса екен дедіңіз. Иә. Бате клубының жанкүйерісіз ғой, былайша айтқанда, иә? Жанкүйер емес, негізі мен Динамо Минсктің жанкүйер болған, өзіміз сол Минскіде тұрғаннан. Бате бізге наоборот не болды ғой, қарсылас болғаннан. Бірақ енді Бате қанша үлкен ана жетістіктерге жетіп, өзімізде енді соның бәрін байқап көрдік. Абылай негізі бір күлкінішті нәрсе айтатын кезінде сол Динамо Минсктің несіне академиясына барып бірнеше ай. Мен сол кезде 86 жылда сол жақта жаттығулар барып жүргенде Александр Глеб деген кісі мысалы 81 жылдар сол біздің Динамо Минсктің командада болған. Сол Динамо Минсктен ұрлап кетті ғой оның кезінде Батайға мысалы. Өте мындай біздің детский команданың арасында өте атақты ойыншы болды да, сол кезде уже көрініп тұрды, үлкен андай сапалы ойыншы болатыны. Сондықтан сол Белоруссия тұрғанда Батайны сондай үлгі несінде енді қарап жүрдім да, өйткені осы Қазақстан негізі футболына келгенде де бастықтарға сөйтіп айттым ғой. Андай Батай сияқты команда бар, неге бізде солай ана. Сол кезде бір арман сияқты еді. Ой, Батай қайда, Бавариямен ойнап жатыр, Ромамен ойнап жатыр, біздің Астана қайда, Қайсармен ойнап жатыр деп сөйтіп. Батай Бавариямен қашан? 2010? Жоқ, 2011 ма, 2012 ма, мен әлі не деймін, 13-те ма, иә. Белоруссияда болдыңыз ба? Белоруссияда ол ойында болған жоқпын негізі, бірақ бала кезімде Белоруссияда 1993 жылдан бастап 2001 жылға шейін тұрдым сол жақта. Әкеңіздің жұмыс бабымен ба ол? Иә. Әкем негізі сол жақта дипломат ретінде жұмыс істегеннен сол жақта экономиялық сотта жұмыс істеген, сол жақта сол өстім Минскіде. Содан айтамын ғой, негізі осы қазақ тілімен негізі ризалығымды нағашыларыма айту керекпін, Қызылорда қожалары ғой, соларға енді осы мүмкіндікті пайдаланып жалынды сәлем Қайсар деп есімізді нағашыларыңыз қойған ба? Күлеміз, бірақ негізі мен туылғаннан кейін ана миллиардер Қайсар болып кетті, сондықтан енді менің атымнан қойған ғой наоборот. Жақсы. Негізі Қайсар Рауфұлы сенің жерлесің ғой, Түркістан облысының тумасы. Қай жерденсіз? Кентау қаласынан боламын. Кентау? Мен Түлкібастанмын. Енді жерлес боламыз ғой, иә. Тамаша. Бірақ Кентау қаласына туылып, негізі ол жақта тұрған жоқпын да. Бірақ туыстарым, әке жағымнан бәрі туыстары сол жақта, негізі тұқым сол жақтан болады. Балтсу деген жерден. Бірақ Кентауда өзде тұрған жоқпын. Қоңырат бізде өзіміз Қоңырат боламыз. Содан кейін Алматыға көшіп келдіңіз ба? Жоқ, содан кейін сол негізі әкем Қызылорда жұмыс істеп жүрді. Сол туылғаннан 93 жылға шейін негізі Қызылорда тұрдым, сол нағашылардың арасында. 93 жылы сол Белоруссияға көшіп кеттік. Негізі мектепте былай айтсам қазақ тілін үйренген жоқпын да, сол 2-ші классқа ғана бардым да, сосын Белорусьқа көшіп кеттік. 2001 жылы 10-ші класты осы жаққа қайтып келгенде, негізі ойлаған мүмкін қазақ тілім жетпейді шығар, қазір мектепте үйренемін деп, осы жақта бір орыс мектепке келіп, ол жақта даже осы бар деңгейім өзі қазақтың жетті ғой, ана кімнің мұғалімнің любимчигі болып, бір ретте үй жұмыс жасамай осылай бітіре салдық қой мектепті. Содан былай мектепте оқитын сондай мүмкіндік болған жоқ та, бірақ өзім енді кішкене ана кітаптарды оқып, не істеп, сондай дамытуға тырысамын да. Тамаша. Универді Кемепте бітірдіңіз, иә? Иә, универді Кемепте осы жақта оқыдым. Ағылшын тілінде. 93 жылы Белоруссия көшесіз. Одан кейін осы Алматыға 2001 жылы Алматыға айтып келіп, 2011 жылға шейін негізі осы Алматыда мектепті бітіріп, кейін сол Кемепте оқып, Кемепті бітіріп, ұлттық банкта жұмыс істеген негізі сол. Мектепті Беларусьта қай класстан қай классқа дейін оқыдыңыз сонда? 3-ші класстан бастап 10-ші классқа шейін ғой. 11-ді осы жақта оқыдым. Беларусь тарихын, Беларусь тарихын, мәдениетін бәрін сол, негізі тілінде үйренгенмін. Сол класстан негізі олимпиадаға жіберген сол белорус тілінде. Белорус тілінен олимпиадаға? Иә. Былай өзіме не болды да, бір мұғалім кезінде ең бірінші сабақ қой, сол белорус тіліне келдім да, өзім жылдың ортасында келіп, кішкене ана расслабление бардым ғой, ана үй жұмысын жасамай. И сол кезде мен жаңа баланы көреді да неде, өзі шақырады тақтаға, кел үй жұмысын айт деп. Мен айттым, мен енді келдім Қазақстаннан үй жұмысын білмеймін деп, ол маған айтады да, сен сонда осы біздің Белоруссияға келіп, ең бастайтын жерін сол бізді құрметсіздікті көрсетіп, сол біздің тілімізге, мәдениетімізге құрметсіздікті көрсеткің келіп тұр ма деп, солай енді кішкене ят қылыпты. Содан кейін оны аударып, наоборот, мен қазір сендерге көрсетемін деп, дұрыстап менді жақсылап біліп алдым ғой негізі.
белорус тілінен олимпиада жеңімпазы Қайзар Бегенов дейді ма? Мектепте жүрген ғой кезінде, иә ол. Бірақ қазір енді өзім қуанып жатырмын да сол негізі сол тілді білгеніме. Өйткені мысалы орыс тілі, славян тілі болғаннан белорус тілі ол кішкене ерекше да. Ол ана украин тілдеріне, иә, шығыс ерболдан ол нағыз сол славяндардың тілі ғой негізі. Сол белорус тілін біліп, мысалы поляк тілдерін, ана серб тілдерін оңайлау түсіндім мысалы. Қазір анау командада кейде пайдаланамын ғой, мысалы ана біздің хорват, анау Томасов сияқты олар сөйлегеннен түсінемін да белорусша. Ал Украина тілін. Ұқсайды Украин тілі екеуі белорус тілін 90% ұқсайды. Қатты ұқсайды да. Содан кейде ана мысалы белорустармен сөйлескенде олар маған айтады ғой, сен қазір белорусша емес, сен украин тіліне ауысып кеттің деп. Мен оны кішкене нелесін уже түсінбеймін да, біреуінен екіншісіне ауысып кете беремін мысалы. Бірақ айырмашылығы бар енді кішкене. Сіз универді шетелде оқыдыңыз ғой? Шетелде оқыдым. Осы жақта бакалавр бітірдіңіз Кимэпте? Бакалаврды бітіріп, сол 4 жыл ана казначействода ұлттық банкта жұмыс істеген негізі. Сосын 2011 жылы сол арман негізі сол болған ғой. Кезінде ана Беларусьта мақұл енді футболист болмай, енді әрі футбол неге жетпеген баланың арманы қалады ғой негізі. Футболға қайтқым келемін деп, сол 2011 жылы Ливерпульға сол ана футбольный NBA-ға сол жаққа түстім. И сол жақта бір жылдан астам оқыдым ғой сол неде Англияда футбол арқылы. Сондай шетелден білім келіп, неге бірден қайтадан Қазақстанда жұмыс істегіңіз келді? Сол мысалы Ливерпульде немесе Жоқ, негізі футбол индустрия туралы сұрайық. NBA бұл сонда престижный университет па, әлде біз білмейміз да? Кезінде қазір білемін, кезінде бүкіл әлемде жалғыз сол таза футбол NBA болды да, сол Ливерпульда мысалы. Ал NBA бұл Master of Business Administration дейді ғой. Сонда ол негізі сол обычный NBA программаны футбольный нелерді қосады да, тақырыптарды мысалы. Бірақ негізі немен MBA-мен араласады, сол ана финансы, бухучет, сондай нәрсені үйренесің да, бірақ кішкене ана футбол жағынан сабақтарды қосады. Мысалы MA деген нәрсе бар, ол MBA емес, MA деген, ана FIFA MA Masters бар, сосын Реал Мадридтің программасы бар. Олардікі наоборот, ана бизнес жағынан не болмайды да, таза ана футбольный не береді, білім береді. Ана жақта екеуі бірге қосылғаннан содан футбол индустрия MBA деп. Қазақ футболында жалпы сіз сияқты осындай білім алған бар ма әріптестеріңіз? Мен білем, ана FIFA Мастерсты бір-екі кісі бар, сосын Давид Лория сол FIFA Мастерс программын жасаған, бірақ ол енді ерекше сол ана спорт мамандарға, футбол мамандарға арнайы не деді, FIFA Мастер. Мынау Ливерпульдегі кішкене ол более ана широкий несі, білім жағынан беретіні. Қаржы жағынан. Иә, мамандығыңыз сонда. Негізі сол футбол индустрия MBA деген, қазақшасы қалай енді специалист футбольный области деген ғой негізі сонда. Қанша мамандығыңыз бар? 3 па 4 па? Қазір негізі, жоқ екеу ғой негізі баян, Кимэп жақтан қаржы жағынан алсам. Бірақ кейін уже қазір футболдан кеткеннен кейін тағы бір-екі маман алдым деуге болады, бірақ ол енді IT не жағы арқылы ғой. Кішкене басқаша болады. Біз негізі біраз таныспыз ғой, 10-12 жыл шамамен, иә. Бір рет сіз айттыңыз, ұлттық банктан футболға ауысқанда, сіздің отбасыңыз соны түсінбеді. Неліктен ұлттық банктан футболға ауыстыңыз? Негізі өзім сол ұлттық банкта жұмыс істегенде, ол жақта да енді бір белгілі мамандардың бірі болдым деуге болады. Жас мамандардың одағының несі председателі болдым, сол жақта басшысында. И содан сол кетіп баратқанда негізі Марченко кісі де соған да жетіп, бәрі маған айтып атқан, қалай сонда сен біздің жас... Ол кезде 25-тесіз бе? Ол кезде 25-ке енді келген міне. Ол жақта да қазіргі негізі ұлттық банктың зампреді негізі сол мен начальник болған кез болды да сол неден Нацбанкта. И сол кезде кетіп баратқанда бәрі айтты ғой, бізде Қазақстанда вообще футбол жоқ, сен қай жаққа кетіп баратсың қазір, нақты өзің бізде банктарда жоқ дейсіз олар. Жоқ, ол кезде біздің банктар негізі бүкіл ана СНГ бойынша ең бірінші орында тұрды ғой, ол есіңізде бар ғой, 2007-2008 жылы. Зор болған еді ғой ол кезде. Ол кезде негізі біздің банковский сектордың сапасы өте жоғары болған. Бүкіл не СНГ бойынша. Кейін ғой, кризистардан кейін кішкене енді өзгеріп кетті. Кеткеннен кейін құлдырап кетті банк. Енді олай да айтуға болады негізі. Астанадан кетті. Қарасай, Беларусьтен кетті, Батый құлдырап кетті. Туриннен кетті, Ювентус құлдырап кетті. Астанадан кетті, Астана құлдырап. Енді бір нәрсені түсінбедім. Сіз неліктен Канададан жаңағыда ауысып, қайтадан Қазақстанға оралдыңыз? Біз негізі бір чатта отырамыз ғой. Сосын маған бір адам айтады, қазір Бекенов қайтадан Астанаға ауысты. Біз негізі бір чатта отырамыз. И кеше немесе бір-екі күн бұрын сіз керісінше өз пікіріңізді айттыңыз, жаздыңыз. И сосын үндемей отырасыз да, ешкімге айтпайсыз жаттыңыз. Сонда мен түсінбедім, ол фейк па, әлде
жоқ енді қазақтың сондай әдеті шығар, кішкене енді көз тимесін деп не істемесін, бірақ енді алдында бірнеше рет айттым ғой, Канадаға енді өз жұмыстермен бардым. Негізі ол жаққа біз 4-5 отбасы көшіп, ана IT арқылы құжаттарды алып, сол жаққа қанша 2022 жылы көшкенбіз. Бірақ енді ол жақта кішкене енді отбасында дұрыстап арналасып, ана балдары мектепке барып, не істеп, кішкене қазір бос уақытым табылды. Ол жағынан как раз ана кіммен Сайын Жақсыгелдіұлымен ақылдасып жатқанда осы көктемде мен жоспарларымды сұрап, қалай не істейін деп жатсың, Қазақстанға қашан келейін деп жатсың деп. Сол кезде өзім жоспармен бөлінгенде өзі айтты да, сол кішкене енді мүмкін пысықтығын пайдаланып, бірақ айтты да, онда Қазақстанда болсаң келіп командаға кішкене көмектесейші деп. Және өзіңіз көрдіңіз ғой, бірнеше көктемде де мәселелер болды командада, енді нәтижелері онша дұрыс болмады, нашарлау болды. Содан мақұл енді ондай кезінде де маған да клуб жағынан біраз қолдау көрсетілді ғой. Мысалы мен өзім ана федерация кезінде істегенде өзіңіз есіңізде бар, сонда енді маған кезінде маған қолдау көрсеткеннен енді өзім де сол енді қарызымды қайтару керек деп, негізі сондай пікірмен келдім ғой клубқа. Енді нәтиже қандай болатынын көреміз, бірақ енді бүкіл күшімді жинап қазір осы клубның пайдасына. Кеш келген адам Канададан Қазақстан оралмайды ғой. Бірақ мен де өзіңіз білесіз ғой, кетіп баратқанда ондай нәрсе болған жоқ қой. Мына жақта бәрін тастап болды, мен қайтпай бәрі құрсын деп олай кеткен адам емеспін ғой. Өзім айттым, ол жаққа барсам да негізі болашақта бір құжаттарды алсам да, бірақ енді өзім туған жеріммен ешқандай немді бөлмеймін деп. Өзім енді арманым сондай, тырысатыным осы біздің туған жеріміз, туған еліміз кішкене дамысын деп, біздің балдарымызға енді кішкене бізден қалғаннан кішкене енді жақсырақ нені елімізді қалдырсақ, ол да енді кішкене вклад болады ғой біз жағынан. Сіз 25 жасыңызда банкте істедіңіз, 28 жаста Астана клубында президент болдыңыз, өте жылдам жетістіктерге жетіп отырдыңыз. Осы жетістіктерге жету жолында әкеңіз Рауф Бекенов, егер шатаспасам, сот саласында белді қызметкер ғой. Соның тигізген септігі бар ма, әлде бұл жолда оның жоқ, ол негізі былай оның тигізетін несі жолы болғанда, негізі соның жолымен несіне юрисдикция жаққа жібере беретін едім ғой. Ол да біраз мені шақырған кезінде, не істейсің, ана жаққа барып, мына жаққа барып деп. Мысалы, мен өзім енді білмеймін, сондай мінезім сондай шығар, маған наоборот ондай нәрсе ұнамайды да. Сондықтан мысалы банкта жұмыс істеп жатқанда, банкқа да кезінде оның көмегісіз кіріп, өзім енді немді деңгейім шақта көрсеттім деуге болады. Кейін сол футболға ауысқанда да оның да көмектесетін маяқта кімдері жоқ қой, ондай таныстарым. Бірақ білім беру жолында енді инвестиция құйды ғой сізге. Ол жағынан енді өте ризамын да. Әкеме негізі бүкіл туыстарыма, өткен Англияға да оқуға барғанда отбасым қолдау көмектесті ғой, сол жақта барып енді оқы деп. Өткені ол кезде уже үйленгенмін, әйелім екінші баламды күтіп жатқан, сол екі қабат болып. Содан бәрін енді осы жақта тастап, сол арманымды не істеймін, орындап көрем деп сол жаққа барған ғой. Бірақ сол жеткен бәрі әрине отбасының қолдауымен, бірақ ондай біздің ана қазақша стереотипіне қолдау емес, ондай барып біреуіне көре алмай отырмыз да біз. Бірақ өзім сондай кейде күліп айтамын да, қазірде де Канадаға барып келіп, өзім қалай айтамын ғой, бізде негізі Қазақстанда осы мүмкіндік жағынан бір үлкен жетістікке жету жағынан біздікі шынымен айтсам оңайлау. Конкуренция аз ғой. Конкуренция аз. Екінші жағынан бізде енді жас балдарға жол егер былай көрсе, талантты бала деп жол ашып бере береді ғой. Ол жақта ондай емес та, ол жақта әр нені жасау үшін сен 2, 3, 4, 5 жыл өзің неңді көрсету керексің, еңбегіңді, сосын олар былай ойланып не істеп, бәр шешімдерді кішкене ұзақтау қабылдайды да бізге қарағанда. Бізде жан ашып тұрады да, қазақтың қазаққа жан ашып жолымен. Шынымен сондай нәрсе бар ғой. Негізі сол шетелде тұрып өзім көрдім да, біздің қай жағымыз жақсы нәрселеріміз бар, қай жақ наоборот жаман жақтарымызды кішкене істеп не істеп құрту керек нәрселер, оның бәрін кішкене өзім былай не байқап есіме салам ғой. Сондықтан осы жаққа келгенде қайттан енді кейбір ойларым бар, сол қай жақта енді эффективнее жұмыс істеу керек, қай жақта енді наоборот уақытты таратпай қалдыра салу керек дегендей. Ал Англияда оқып осы туралы айтып кетсеңіз, неде сондай айырмашылық бар? Неге англиялықтар, ағылшындар қазіргі таңда осындай деңгейде футболды көтеріп, осындай футболдың деңгейін көрсетіп бүкіл әлемге жүр? Ал біз Қазақстан елі енді түсінікті бәрінде біз 100-ге кіре алмай жүрміз FIFA рейтингіне қарасақ. Енді негізі ол нәрсенің мен өзім пікірім бойынша терең салт дәстүрлерден шығады шығар. Негізі былай біз
қазақтың бұрынғы салт дәстүрлерін қарасаңыз, біз қандай негізі ел болғанбыз, ана көшпенді ел болғанбыз. Бізде ондай Англия сияқты, мен өзім айтамын ғой, Англияда даже анау футболды қолдау көрсеткенде, ана қалай ән айтады, қалай ана бәрі бірге жиналып келетіні. Оны любой английский анау пабқа барсаңыз, демалыста, өзіңіз көресіз ғой, былай адам осындай пабтың ішінде жиналады да, бір 2-3 кружка пиво ішеді да, содан кейін уже ән айтып бастайды, бірге бір-біріне қолдап. Сондай қолдау бар ғой енді. Қазір енді басталып жатыр да, бірақ бізде 2-3 кружкадан кейін далаға шығып бір бетінен ұрады ғой. Мысалы, ол жақта ондай нәрсе жоқ та. Сол жақтан ол да енді сондай дәстүр әкеледі да футбол жағына. Сосын екінші вообще негізі футболдың тарихы қалай шыққан, ол футбол мысалы екі көрші ауылдар болған ғой. Сонда бір допты алып, мына ауылдан мыналардың мақсаты мына ауылға жеткізу, а мыналардың мақсаты наоборот аналардан допты алып мына ауылға жеткізу деп. Сонда олардың негізі ауыл арасындағы жарыс қашан ана тарихы терең ғой негізі ағылшындар. 18-17 ғасырдан бойы сол жақтан бастап олардікі негізі ойын ретінде сондай басталғанда, біздікі ол кезде заман енді қиын болған ғой, бізде ондай ойынға уақыт болған жоқ та, біздің ата-бабаларымызда қиын өмір сүріп, доппен емес, кішкене басқа нәрсемен ойнадық қой. Сондықтан қазір айтып жатырмын ғой, енді келіп жатырмыз да, біз былай шынымен айтсақ, даже совет үкіметі кезінде ондай енді бүкіл еліміз бойынша ондай дамытылып жатқан нәрсе болған жоқ қой. Қайрат болды мысалы осы жақта да, басқа жақта енді ана остаточный принципі деп болады, орысша айтқанымыз. Қазір енді дамыту басталып жатыр, бірақ даже біздің шетелге барған ойыншыларды салыстырғанда мен өмір айтамын ғой, былай қараңызшы, Испанияда ойнайтын бала 18 жасына шейін жеткенше, мысалы қаншама сағат футбол алаңында өткізеді, 7 жасынан бастап. Өйткені оларды жыл сайын бойы күнде шығып алаңда ойнай береді ғой, таза алаңда мысалы. Біздің балдар 18 жасқа жетем дегенше, былай өзіміз қараймыз, жаршыл ана залдың ішінде өткізеді, ана паркеттің үстінде ойнайды, туна-сюда. Сонда 18 жасқа жеткенде, ана Испанияда өскен баланың ана несі тәжірибесі негізі 2 есе 3 есе көп болады ғой біздің балаға қарағанда. Күніне бір 2-ақ сағаттай дайындалады ғой. Иә, 2-ақ сағаттан дайындалады. Сосын мысалы ана қазір қашан ана қазан айынан бастап сәуір айға шейін далада уже көбінесе біздің Қазақстанда далада уже ойнайтын ондай не жоқ қой, ауа райы жоқ. Содан ана залға кетеді, паркетке кетеді, мен айтқандай. Сонда қазір енді ана инфраструктура дамылып кішкене шығып жатыр да. Бірақ онда нәтижесі, былай шынымен айтсақ, ол да тез келетін нәрсе емес қой, өзіңіз білесіз да. Кейде менде айтылмайтын нәрсені айтып көрейін. Қазір мысалы жас балдар бізде шығып жатқан, ана Самородов сияқты, басқа жас балдар, ана алдында Зайнудинов шыққан балдар, мен ойымша ол балдар неден шығып жатыр? Кезінде ана Әділбек Рыскелдинич кезіндегі 10-15 жыл бұрын футбол орталықтары ашылған программа, қазір ғана солардың нәтижесін көріп жатырмыз ғой, мысалы. Қазіргі салынып жатқан нәрсенде нәтижесі 5-10 жыл кейін ғана көреміз ондай нәтижелерді. Сондықтан мен айтамын ғой, бізде футбол арқылы қаншама жыл былай жоғалтып алып, вообще дым еңбек жасамай, онандай футболда не емес қой, орысша айтқанда футбол не обманешь дейді ғой, ондай еңбек жасамай, сен ертең нәтижеңді былай күтуге ондай құқығың болмайды ғой, мысалы. Оны бірдеме күту үшін бірдеме салу керек бірінші. Оны салсан да болады деген факт жоқ, мысалы футбол деген. Салсанда даже, мысалы Қытайларды көрейік, қаншама ақша құйып жатыр, уже қаншама жыл, 20 жылдай болған шығар, қаншама ақша құйып, сосын қаншаманы елі бар, бізде өмір айтады ғой, 20 миллионнан қанша 11 адам таба алмадыңдар ма деп. Қытайда 1,5 миллиардтан 11 адам таба алмай жүр ғой, қаншама жыл болды мысалы. Сондықтан футбол ең конкурентный вид спорты ғой. Әлі еліміз, әлемдегі әлі ел сол футболда нәтижеге жеткісі келеді мысалы. Басқа спортта ондай не жоқ, конкуренция өзіңіз білесіз ғой, тек футболда сондай ғой. Сонда бәрі инфрақұрылымның деңгейіне байланысты ма? Иә, негізі. Былай қарасақ, қазір ең мықты футбольный командалар қайсылар олар? Мысалы, Испанияны алайық, Италия, Франция болсын, Англия болсын, Англия, Германия. Оның бәрін алсақ, оларда экономика жағынан да бәрі дамытылған елдер ғой, мысалы. Бірісіз, екіншісі болмайды негізі. Біз инфрақұрылым тақырыбына Астанаға келгенде толық қоғамыз ғой. Осы менде тікелей сұрақтар бар осы инфрақұрылым туралы айтып кетсеңіз, бұл техникалық орталық қой. Иә, Каверчан. Ол жерде, сіз мүмкін естіген шығарсыз, ол жерде 2013 жылы 2 айды сол неге спортивный программаға барған оқуға. Оларда негізі мықты білім береді да ол жақта. Мүмкін сол техникалық жағынан бүкіл әлемде ең мықты специалисттер соқтан шығады шығар, негізі Каверчанодан былай қарасақ. Ол жақта біраз нәрсе біліп алдық, бірақ енді ол жағынан қайттан, мысалы, ол жақта пайдалану үшін, сіз дұрыс айтқандай, оған дұрыс инфрақұрылым болу керек, оған бапкерлер достап дайындалу программасы болу керек. Соған қазір
мүмкін білмеймін, естідіңіз ба, естіген жоқсыз ба, ана Атлетико Мадрид қазір келіп жатыр да, ана академиясын ашып жатыр. Қайраттың академиясы алдын ала ашылды. Солай енді кішкентайлап енді ашып әрбір қаладан ашсақ, менің ойымша енді 100 емес, мүмкін ана 50 мықты елдердің арасына кіреміз біз. Өйткені қазақ халқының біздің негізі ана перспектива, талант деген жағынан өзім білемін да, біз ешқандай елдегі халыққа кем емеспіз. Сондықтан егер ана условия бар болса, ертең нәтиже болады ғой. Сондай сенімдеміз негізі. Сіздің группаластарыңыз қазір бір АПЛ Ла Лигада Италия сериясында жұмыс істейтіндер бар шығар, арасында? Баварияда істейтіндер бар, біраз ана Азияда, мысалы азиатский, Японияда істейтін, азиатский конфедерацияда істейтін бар, қазір ФИФАда істейтін, как раз Белоруссияда кезінде ана Батайда жұмыс істеген бір Андрей деген досым болған. Сол қазір Батайдан кетіп, қазір мысалы ФИФАда жұмыс істеп жатыр. Енді дос емес пе сонда қазір? Жоқ, доспыз. Кейде былай не істеп тұрамыз, хабарласып. Бірақ соңғы рет маған қаңтардан кейін жазған. Қалай ана телевизорда біраз көріп отырмыз деп. Бірақ былай нені сақтаймыз ғой, просто өскеннен кейін, әрі өз жұмысымен араласқаннан кейін кішкене бос уақыт болмайды да, бірақ бір-бірінің немізді көріп, ана жетістіктеріміз қуанамыз ғой негізі. Мен қателеспесем, сіз бірнеше жыл бұрын анау практиканы Италияның Каверчано атақты базасында өткіздіңіз. Қалайша болды? Кіммен араластыңыз, кіммен сөйлестіңіз, кімді көрдіңіз? Ол жерде біраз сол футболмен араласатын Сантос клубының бас скауты болды сол кезде. Сосын өте жақын дос болған Лало Рергис деген, Эдуардо Рергис деген бұрынғы Мексикаға 60 ойыннан астам ұлттық құрама командасына ойын өткізген белгілі футболист. Олар біреуі қазір Реал Авьедода, по-моему, спортивный директор болып істеп жатыр, екіншісі сол ана кімнің Сантостың несі болып жатыр. Сол бүкіл ана ел бойынша кімнен әлем бойынша жиналып, спорт менеджмент бойынша вообще негізі программа болды. Бірақ спорт менеджмент қана емес, мысалы біз сояқта болғанда ұлттық құрама командасы 3 күнге ана сборға келді. Сосын молодежкасы ол кезде ана Инсине ойнайды, сол молодежкасында кім Вератти ойнайды, Иммобиле ойнайды, бәрі сол молодежкасы болған сол кезде. Мысалы соларда 2 апта сборда жүрді, солармен араласып, мысалы негізі пайдалы нәрсе ғой футболда, ондай кімдерді, футболистерді көріп, кім қалай ана жаттығуын өткізетін, қалай мысалы ана по трибункада бір-бірімен араласатын, соның бәрін не істеп жүрдік просто. Әртүрлі италиялық бапкерлер негізі осы Каверчанода оқымай ма? Бәрі сояқтан өтеді ғой. Антонио Конте болсын, кім әртүрлі Карло Анчелотти да негізі Каверчанода бұрын оқыған. Біз кезімізде сол кім Ариго Саки келіп лекциялар беріп жүрді, сосын Чезаре Пранделли ол кезде как раз Италия құрама командасының бапкері болды. Сол Чезаре Пранделли мен Ариго Саккимен суреттерім бар негізі ана ВКонтактеда. Сіз итальян тілінде түсінесіз ғой онда, яғни? Түсінемін, кішкене сөйлей аламын. Сөйлегенде енді нашарлау. Кезінде жақсы сөйлейтін едім, бірақ енді қанша 5-6 жылдай практикасыз ол да кетеді ғой негізі. Бірақ оқығанда, сөйлегенде көбінесе бір жартысындай түсінетін шығамын оқығанда, мысалы. Естігенде бір 30%-дай мүмкін, 30-20%-дай түсінемін. Сөйлегенде бір енді оңай нәрселер түсіне аламын, ана ресторанға келіп, мысалы, заказ беру, ондай. Ювентустың әнұранын білесіз ғой. Ювентустың негіз сол себептен үйрену бастадым ғой енді тілді. Сол әнұрандарын кейбір ана бір-бірін боқтайтын елердің сол нәрсені біліп алу керек деп. Енді кезімізде Ювентустың жанкері болдық қой. Негізі маған футболды осы фанатизм вообще сол Ювентустың басталған 96 жылы. Кезінде Алессандро Дель Пьеро деген атақты енді ойыншы есіңіз жайлар шығар. Сүйікті футболшымыз ғой. Ең сүйікті футболшым сол ғой. Сіз сосын қай жылы футбол мектебіне бардыңыз? Футбол мектебіне, Белоруссияда негізі бала кезінде сондай ғой, бір жерде объявление көріп, мысалы, мама, анаған барам деп, папа, болса анаған барам деп, сол Динамо Минскіге где-то 1-2 айдай барып жүрдім, сосын трудовой резервы сол жақта да барып жүрдім, мысалы, Белоруссияда. Ол жақтан кейін қайтып уже ондай не болды. Сіздің түйдемеңіз бар ғой? Қайсар Бекенов, 38 жас, Белоруссия футболының түлегі деп жазуға бола ма? Жоқ енді Белоруссия. Қазақтың футболы деп жазып беруге болады. Белоруссия өзіміз қонақ болдық қой ол жақта. Футболшы болмайтыныңызды бірден түсіндіңіз, сол қалай анықталды, мысалы, неге сізге 13 жасыңызда болды футболды қоя сал деп бапкер айтқан екен, ол ерте ғой кішкене шығатын шығар. Сондай қатал бапкер болған шығар сол жақта. Өйткені әлі есімде бар, сол досым екеуміз, ол да өте жақсы футболшы негіз болған. Кейін Чехияда университетте оқып жатқанда жай ана любительский футбол ойнап жүріп,
Чехиядағы екінші лигадағы ойнайтын футбол командамен сосын келісім шарт жазды ғой сол балада мысалы. И екеуміз как раз тренировка бара жатқанда есімде бар. Сол бапкерді ана автобустың остановкада кездестік та. И сол біз екеуміз шақырады да айтады ғой өзі сол неде остановкада айтады. Сендер екеуін көріп жатырмын, ана тырысып біраз не еңбек жасап жатсыңдар да, бірақ енді шынын айтайын, қазір барын енді сендерден ана футболист шықпайды, бірақ өздерің барам десеңдер барып не істей беріңдер, бірақ енді өзім сондай не рекомендация болды? 13-те. Сол ерте айтқан ғой негізі жақсы футбол шығатын деді. Иә, сол кезде мақұл енді футбол шықпайды деп мен ана мақұл білім жағынан қаттырақ не істедім да, а кейін уже ана Нацбанкта сол жақта енді шынымен айтайын, кейде сондай не болады ғой, эйфория дегенде, ана жақта бәрі жақсы жұмыс болып жатыр, мына жақта бәрі болып жатыр, өзім ойладым да, мүмкін қазір футболға барсам осындай не арманыма жетіп көре аламын ба, осындай нелерімді істеп көре аламын ба деп. Сіз ана алдына айтқанда, негізі Англияда бітіріп жатқанда, ол жақта да негізі программада бәрі көрді ғой, мен де сол жақтағы кличкім негізі окей Қайсар деп айтып жүрген, окей Google сияқты. Өйткені олардың пікірі бойынша біздің мысалы ана совет үкіметінде білім алған адамның бәрі біз өте білімді деп көрінеміз да олар. Хорватияның астанасы десе біліп отырасыз олар. Любой нәрсені Германияның мысалы тарихы бойынша ана немістермен сөйлесе береміз ғой, біз Италия тарихы болса, олар ондай нәрсені білмейді ғой, біз туралы түк білмейді ғой мысалы. И көбінесе бір нәрсе білу керек болса менен сұрайтын түген еді. И содан кейін мысалы сол жақта бірнеше ана жұмысқа шақырып жатқан бір английский компания болды да, олар Азербайджан футбол федерациясымен араласып, біраз ана алаңдар жасап, не істеп, оларға бір маман керектігін, сол қазақша сөйлейтін, сосын біздің ана менталитетті түсінетін, СНГ-шный. И солармен шақырып жатты, бірақ мен айттым, жоқ, мен бірінші арманым Қазақстанға барып, егер сол жақта еңбегім енді қазақтың футболының пайдасына келсе, мен сол жақта боламын деп. Мен осы жаққа келіп, сол негізі әзіл ретінде айтуға болады шығар, бірақ шынымен келіп бүкіл ана не университетте үйреткендей бүкіл бәрі клубтардың имейлдерінен енді резюмені жібергенмін сол кезде. Шахтер болсын, Иртыш болсын, любой жерге бара беремін дедім ғой, әйеліме айттым, любой жерге бара беремін деп. Ешқақтан жауап келген жоқ, тек қана федерациядан жауап келді маған сол кезде. И федерациядан как раз кім Данияр деген есіңізде бар ғой, біздің сияқты серіктесіміз болған. Сол айтып, міне сіздің резюмеңіз түсті, бізге сізбен кездескіміз келеді. Кіммен кездесу болады деп сұрасам, сол біздің кім Саян Хамиджанов, кім ол кезде генеральный секретарь ғой, есіңізде бар ғой. Өзім сенбей қалдым да, өйткені оның алдында енді мақұл газет нелерді оқимыз ғой. Шынымен айтсам, кішкене орысша айтқанда қалай қазақшасы настороженный болып бардым да сол жаққа. Өйткені ол кезде репутациясын білесіз ғой. Ол жақта бірге кездесіп, жарты сағаттай отырып, ол менің как раз историямды тыңдап, ол мақұл қызық екен, онда давай біздің федерацияға международный отделға кел деп. Жалғыз ғана сол жақтан келді ғой жауап сонда. Солай түстім футболға. А кейін уже айтқанда, сол жақта федерация жұмыс істеп, біраз самұрыққа билеттерді алып барып, анау сол кім Дархан Иманович Калетаевпен біраз араласып жүрген, кім ұлттық құрама бойынша. И сосын 13-ші жылы өзі айтты, қазір біз нені футбольный клуб Астананы неден КТЖ-дан самұрыққа алайын деп жатырмыз. Сол жақта өзіміз жаңа басшыларды қойып не істеп, егер өзіңе қызық болады ма сояққа финансовый директор бар. Ал Қазақстан футбол федерациясында кім болып жұмыс істедіңіз сонда сіз? Сол халықаралық департаментта негізі. Өзім негізі сол жақта таңдадым, өзіме қызық болды да. Ерболмен бірге мен пресс-службада істедім. Қайсар халықаралық департаментте Қуаныш Қанапиянов деген басшы болды. Сіз бас менеджер сияқты. Иә, бас менеджер болып. Әйелдер біздің ұлттық құрама командасымен біраз жүріп, сосын ана кезінде Австрия командасы келді ғой, Ирландия командасы, солар келген нелермен біраз араласып, телевизионный командалар бәрі біздің нелерді көрсеткен. Ол жақта да біраз жұмыс болды ғой, УЕФА-ның нелеріне, семинарларына барып, Норвегияға бардық, ол кезде Швецияға бардық, сол Тамаша. Астана футбол клубындағы қызметіңізге өтпей тұрып, бізде рубрика бар. Сіз Канадада тұрып келгенсіз, және сол Канададағы жағдайды, менталитетті қаншалықты сіңірдіңіз, қаншалықты түсінесіз, соны бір тексеріп көреген. Канада деген кезде ойға бірінші хоккей ойға бірінші келеді. Бізде рубрика үйеңкі жапырақ қояк, листья клена деген бар. Біз адамдардың есімін айтамыз, ол футболшы ма, немесе хоккейші ме? Соны сіз міндетті түрде анықтауыңыз керек. Онда дайын болсаңыз бастайық, Том Маккил, бұл атақты хоккейші ме, әлде футболшы ма? Футболшы шығар, өйткені ондай хоккейсті естіген жоқпын, Макгил деген. Футбол.
Брайтонда ойнап жатыр. Брайтонда мен Макгил деген Джон Макгил деген Білген жоқпын. үшінші қақпашы ғой. Брэндон Танев бұл Түріне қараса хоккейші сияқты ма? 100% хоккейші, өйткені даже қай командаға ойнайтынын білемін ғой Брэндон Таневтың. Монреаль ма? Жоқ, биыл Сиэтлға ауысты, алдында Калгари болған ол, иә. Джон Таварес. Бұл капитан Торонто Мэйпл Лифс қой капитаны. раздевалкадан көріп тұр, иә? Окей, Қайсар деген осы ғой. Окей, Қайсар қазір көрермендер түсінбей тұрған шығар, біз Сириге дейін окей Google дейміз. Қазір Сири, Алиса. Камал Миллер бұл футболист, бұны танимыз. Негізі Канадада қара нәсілді хоккейшілер бар ма? Иә. Антонио Альфонсо Дэвис сияқты біраз көп қазір ол. Хоккейшілер дейді. негізі мен білемін. Мынау қандай команда? Жоқ, бұл не ғой? Тимберс, Портланд Тимберс деген. Портландның командасы, MLS ойнайды. Иә. Бірақ ол Ванкуверде ойнады бұл. О, Бьюкенен танимыз. Бьюкенен бұл да ұлттық құрама команда ойнайды ғой футбольный. Интер, иә. Колтон Парайка бұл Сент-Луис Льюистің қорғаушысы. Қайсар мырза, хоккейші ма, футболшы ма? Соны айдай берсеңіз болды. Хоккейші ғой, хоккейші. Мына рубриканы негізі өзім аштым дейсіз. Бүкіл сұрақтарды өзім жаздым. Колтон Парайка болды. Багерден көйген ғой сұрақтарды. Кайлайн, білеміз. Бұл футбол, иә, бұл да футбол енді. Бешикташта ойнаған. Майоркада. Қазір Майоркада. Бұл Алексяк, бұл да Dallas Stars деген хоккей командасының ойыншысы болу керек. Қазір ауыспаса. Жоқ, Сиэтл, иә, қазір. Айта берсең, сене береміз біз. Мойзе Лумпунгу, бұл футболист енді. Лумпунгу. Бельгияда ойнап жүр? Жоқ. Колорадо Рэпидс. MLS. Эндрю Манджипани. Калгари Мэйпл Лифс болу керек. Қазір ауысып кетті бірақ неге? Вашингтонға ма? Көрейік онда. Иә, Вашингтон Капиталс. Овечкинмен бірге ойнап отыр ғой. Жақын ғана ауысып кетті ғой, айтпақшы. Манджипани. Керемет. Хоккейді білмей енді каналға көшпейтін еді шығармын, сондықтан енді кішкене өзім білетін тақырып қой негізі хоккей. Хоккей бойынша Қазір баскетбол туралы сұрақ қой. подкасттарың бар болса, оғанда шақырсам. Екінші рубриканы ашайықшы. Хоккей демекші, сіз Астана футбол клубына келген кезде, алғаш Астана деген кезде Барыс хоккей клубы, велотрек және тіпті Астана Арланс ойға бірінші келетін. Баскетбол Астанасы да жоғары тұратын. Астана футбол клубы, меніңше Самұрық қазынаның иерархиясында бір 5-ші орында болды, иә? Негізі осы мысалы келтіруге бір нені айтайын. 2013 жылы сол неде презентация кезінде есіңізде бар ғой, қалай президенттік спорттық клуб сол жасалып жатқанда, ППСК, иә, сол жасалып жатқанда негізі презентация жасалған, ана кітап, буклет дегендей. И біз соған дайындап жатқанда ана материал жібердік та, дайындап жатқанда өздері Самұрық қой. И сол кезде сол нені қарасақ, презентация. Бірінші бетінде кім болды? Барыс болды, екінші бетінде велокоманда болды, үшінші бетінде баскетбольный ма? Сонда бокс па, иә, Астана Арландары. Сонда футбольный команда 6-шы орында тұрды сол кезде. Негізі өзімде кішкене ренжіп қалдым да, соған былай ойладым, енді ертең көрсетеміз енді футбол негізі қандай рөлі. Біреуге жындансаңыз жаман екен негізі. Біреуге бір нәрсе көрсетеміз. Жиналғанда ішінде ұстаймын ғой. Жоқ, біреуге бір нәрсе көрсетсем деп Белоруссия олимпиадасы өтіп кеткен. Белоруссия олимпиада. Қазақстан ұлттық құрамасын баптап. Жынма тимендер деймін ғой соны. Әлем чемпионатына шықпайды деп айтайық біз сізді мысалы. Жоқ, енді жындану дегенде мотивация жағынан болды да негізі ол. Енді футбол 38-ге келіп сол мотивация қалды ма сізде? Әлде ол жас кездегі анау максимализм ба? Қалғанда енді мотивация да өзге береді ғой, мысалы. Егер ол кезде мысалы мотивация қандай болды? Шынымен айтсам, ең үлкен мотивация біздің қазақ елінің, қазақ халқының астанасының атын сол бүкіл әлемге әкеліп, көрсетіп, біздің астанамызда да футбол бар екен. Өйткені өзіміз білеміз ғой, енді футбол халқын ғана түсінеді ғой, мысалы қалай футбол шетелде қандай енді пікірге мысалы ел туралы байланысы бар. Мысалы мен өмір айтамын ғой, ана Украинаны алайықшы. Шетелде қанша жүріп, қанша атақты спортсмендерді білеміз, бірақ Украина десең әр ойына сразу Андрей Шевченко шығады. Сергей Бубка емес, мысалы ана Кличко нелер емес, Шевченко ғана шығады да. Енді әр жерде сондай ғой, өзіңіз білесіз ғой. Содан өзім қуандым. 2017 жылы бір таныс балам
негізі фармацевтика арқылы жұмыс істейтін ана бір атақты швейцарский компанияға реклама жасамай ақ қояйық, ол компанияға енді айта беріңіз ол жоқ енді жарнама болмайды ғой енді сондай үлкен компания сонда сол неде шетелде семинарда болғанда маған звондап сосын айтады да, бұрында постоянно Қазақстаннан деп Астанадан келдім деп айтқанда өмірі ана велокоманда дейтін түгін дейді. Қазір бірінші рет сол неде семинарда айтсам Астана деп бәрі айтады, о футбольный клуб шығар, футбольный клуб деп мысалы. Соған да жеттік қой. Сол енді ең үлкен мотивациям содан бастадым ғой. Сол негізі сол болған біздің енді Астанамыздың атын сол Европаға келіп кейін енді кім біледі, мүмкін ана әлемдік неге шықсақ та клубный чемпионат мирға да ол да мүмкін шығар. Кім біледі енді. Кезінде де чемпиондар лигасы туралы да айтқанда көбісі күлетін түгін. Есімде бар ғой 2013 жылы мысалы Самруктың өзіне келіп мақсат сондай болу керек деп. Астанаға келгенде Астана әлі чемпион емес еді. Чемпион емес. Кубок болды, суперкубок болды, 2012 жылы сол кубок болған түгіне. И 2013 жылы мен ана Ботевқа ойынға қарсы 2 күн бұрын шықтым ғой, сол как раз ана идегі ойын бар. 0-5. Бірінші 0-1 болды да, сосын шеттен 0-1. 0-5-ке кінәлісіз ба сіз? Ол ойынға даже барған жоқпын сізме айтсам. Содан басталды ғой, бірақ көп нәрсе өзгерді ғой, сол бір рет жеңілгеннің пайдасы да тиді. Сонда 2013-те Астанаға келгенде Астана халықаралық деңгей түгілі әлі елдің ішінде де чемпион емес еді. Сосын 2014-тен басталды жаңа тарих, чемпиондар лигасының топтық турнирі, Европа лигасы, сол туралы қазір әңгімелессек болады. Астана футбол клубының халықаралық аренадағы жетістіктерін Станимир Стаилов бапкермен байланыстырамыз. Оның Астанаға келуіне сіздің қаншалықты септігіңіз тиді? Енді ол да құпия емес шығар, өзіңіз білесіз, оның келуінің алдында бір жыл бұрын біз Ботевқа қарсы Европадағы лигасында ойын өткіздік. Сол кезде уже көрініп тұрды командасы қандай керемет ойын көрсететін, тактика жағынан, физика жағынан. И сол кезде 2013 жылды біз есіңізде бар болса, Йоан Андоне деген Румыниян бапкермен бітірдік. Онымен сосын енді мақыл енді немізді атқармақ қояйық дедік, кейін енді қызметінде. Содан кейін қыста 2014 жылы біздің ана енді трансферный комитет деуге болады ғой. Ол жақта да бірақ спортивный директорден басқа Григорий Константинович та кезінде анау помощник болған, кімнің Андонаның. Бәріміз бірге жиналып сол кандидатураларды ақылдастық та. И сол кезде как раз кімнің Стойловтың аты шықты бірінші рет. Андонеден кейін бір өзбекстандық маман келіп кеткен жоқ па, бір 2 аптаға? Ол бір аптаға не кезінде ғой, 2013 жылдың соңында. Сол Стойловтың алдында. Стойловтың алдында емес, ол негізі былай болды ғой, есіңізде бар болса, 2013 жылды Андоне бітірді. Сосын бір аптаға сол Вадим Абрамов деген шығар, сіздің есіңізде болатын. Сол Абрамов келді, бірақ онымен контрактқа анау келісімге келе алмай, ол сол неден кетті. И сосын жартышылды команда біздің жартышыл кім? Григорий Константинович өзі. Бабаян бапты, да? Исполняющий обязанности болды ғой. Өйткені ол кезде кім Стойлов келе алмады да қыста. Содан кейін біз жазға шейін оны күтуіміз керек болды. И жазда как раз кімнің Еврокубтың алдында есіңізде бар болса, Стойлов мырза келді да. Әр кімнің ненің алдында ғой, қазір есімде бар. Кипрлік команда болды ма, Израиль? Кипрес ең бірінші кім болды? Арменияның Пюнигі. Пюник болды, сосын Айыкты. 4-1 сол жақта жеңдік та, үйде 2-0 жеңдік. Оның алдында ең бірінші негізі Стойловтың ойыны, ол Ақтөбеде 1-1 ойнадық бұл. Біз Ақтөбеде сол жаққа барып. И 2014 жылы, сол жазда ненің алдында келді, сол Еврокубоктың алдында. Бірақ негізі сол переговоры қыстан басталды ғой. Оларда маусым біту керек болды ма? Ботевті бітіріп, сосын келем деді. Келесі біз плей-оффқа шықтық, Вильяреалдан жеңіліп қалдық сосын. Сол сразу бірінші несінде, өзінің бірінші попыткасы сол не болды ғой, Пюникті өтіп, кейін Апольді өтіп, израильский, и одан кейін Айыкты шведский өтіп, кімге ғана, сосын Вильяреалға ғана жеңіліп қалдық. Қонақта 3-0 ұтып кетіп едік қой. Осы трансферлік комитет осылай айтуға болады ғой, иә? Негізі. Басшысы кім болды сонда? Басшысы жауапты болды. Басшысы деген ондай бір кісі өзіне не алатын ондай басшы жоқ бізде. Қазірде сондай мысалы, бірақ ең бірінші пікір, ең главный мнение кімдікі болады? Қазір мысалы главный тренердікі болады трансферный комитетте. Мысалы тренер айтады бізге мынандай позиция керек деп, біз оған бәрі анау қазір возможный варианттарды жинап списокті береміз, онымен бірге уже таңдаймыз да, бірақ соңғы сөз мысалы бәрібір кімде главный тренерде қалады. Ал Станимир Стаиловты шақырғанда?
Саят Хамыржанов мырза айтты ма? Ол мырза ол кезде консультант ретінде жұмыс істеген. Ол кезде әлі неде федерацияда болды да. Ол кісінің де пікірін біліп алдық, Григорий Константиновичтің де пікірін біліп алдық. Сосын ол кезде Александр Иванович Колнышкин да есіңізде бар ғой, спортивный директор болған. Мен де сол жерде болдым, сол бірге қосылып, сосын тағы кімде де консультант ретінде Спанов Есен Боранбаевич, ол да негізі онда қатысы болған. Сонда бәріміз жиналып, не істеп, кандидатураны шықты да, бірге келесіп, мақұл, давайте онда келесі этапқа өтіп, онда переговоры будем вести деп, сонда неге көштік. Тағы қандай? Бірақ оны шақырғанда дәл сол уақытта 2015-те ма? 2015-те дұрыс қой. Бұл риск сияқты болды ғой. Негізі Бейлов, Болгариядан келеді, бапкер. Біз білмей тұрмыз, Ботев жақсы, Астананың жайында, бірақ бір сондай жетістіктері көп бар деп айта алмаймыз ғой. Енді өмірі ойыншыны я болса бапкерді алғанда өмірі сондай риск қой. Бірақ ол рисктің алдында Джонни Депп сияқты айтыңыз. бірақ енді ол рискінде енді кішкене былай санап не істеп көресің ғой, мысалы, мақұл атым белгісіз болса да, бірақ енді жұмысына қарайсың ғой ең біріншіден. Мысалы ойыншы жағынан да дәл сондай ғой. Мысалы өз ана кім туралы айтайын, Тумаси келген, Тумаси келгенде мысалы бапкер алғысы келмеді, мүмкін қазір бір құпияны ашатын шығар, көбісі мақтайды ғой. Бәрі осылай сұрақ болған сценарийде. Сол енді мысалы ретіне келтіріп жатырмын да, мысалы Тумаси ол жақта ойнады ғой, бірақ Станимир кезінде оны көрген жоқ. Сонда біз оны 13-ші жыл осы жақта ойнады да, сосын есіңізде бар ғой, Амкарға жаршылыға кетіп қалды да, сол Амкарда жолы болмай. Латвияда да ойнады ғой, Юрмала ол Латвия біздің алдында ойнады да, сосын Латвиядан бізге келіп жаршылға, бізде керемет жаршыл көрсетіп, сол 13-ші жылы. Сосын оны Амкарға алып кетті. Айтпақшы, жақындағы Черчес мырзаның несінде ойнады ғой Амкарда, как раз сол кезінде. Сосын Амкарда что-то дұрыстап ойнамай, жазда бізге қайтан агенті шықты да, айтты, қайтан патентті алуға болады деп. Мысалы, Станимир мырза өзі айтып жатқан жоқ, ол бала маған керек емес, ол бала жас, мен білмеймін, оны көрген жоқпын, басқаларды көріп көрейік деп. Ол жақтан, наоборот, біз уже шығып, ана трансферный комитет, біз ол Станимирге айттық, Станимир мырза, ол ойыншы бұл жақта ойнаған, біз оның бүкіл несін білеміз, тамаша ойыншы, 100% гарантия береміз, ешқандай сомнение болмайды деп. Мысалы, ол кезде былай не істедік, бастық. Бірақ енді айтып жатырмын ғой, әр адамға, әр кандидатура ол негізі сондай риск болады. Сол үшін комитет отырады ғой. Мысалы, бір адам оны рекомендация береді да, басқалар одан сұрайды, неге сен олай неге ойладың, мысалы, неге ол бізге көмектесе алады, қандай не мықты жағдайлар бар, қандай мүмкін анда не наоборот слабый стороны естініп, сондай нәрсеге неге енді внимание куда нужно посмотреть дегенде, сондай нәрселердің бәрін бірге оқып не істеп отырып ақылдасып отырамыз. Бірақ ондай енді бір кісі, мысалы, мен айттым, мынау точно келеді, мынау точно аламыз дейтін, ондай бізде ішімізде ондай вообще иерархияда ондай кісі жоқ, даже кім Саян мырза да. Қайшар, бізде тұрақты бір рубрика бар, Бауыржан Жылшиев туралы. Енді оны бөлек бағдарлама жасау керек қой, кім туралы, Бауыржан туралы, 2 сағатқа. Тікелей жұмыс істедіңіз, араластыңыз, сөйлестіңіз. Бар ма әзілдер? Көп қой әзілдер енді негізі. Ол балада мүмкін мен алдында да кім Григорий Константинович келгенде де айтты ғой. Алмат Бекбаев айтты. Бәрі мақтайды ғой. Айдын Қожахмет айтты. Футболшы ретінде бәрі мақтайды. Футбол жағынан одан талантты футбол бізде шынымен болған жоқ қой. Қашан болатын белгісіз да. Енді былай жанымыз ашып айтуға болады ғой. Сожаление деп. Самородовпен бірге салыстыруға болады ғой. Самородовты маған өзіме қатты ұнайды да, бірақ мысалы ана физический данный алсақ, дриблинг, анау скорость жағынан, Самородов более анау гениальный талант та, бірақ ана если одаренность жағынан қарасақ, бауырға келетін ешкім жоқ қой. Бойы 1.90, мысалы қалай 2 аяқпен ұрады, басымен ұрады, мысалы любой нәрсені істей алады ғой футбол алаңында негізі. Енді әзілдер білмеймін, самолет туралы енді бәрі айтқан шығар, оны енді банкомат туралы бәрі білетін шығар. Ол рас па сонда? Рас қой негізі, балалар айтты. Сонда ол самолетті жүріп, банкомат қай жерде деп сұрады ма? Жоқ, негізі самолеттің отырудың алдында ішіне өзі кіреді ғой. Сонда басқа балдар жай өзі біледі ғой, бауырының қандай екен мінезіне. Сонда давай қазір жындығылайық деген ғой. Сонда біреу айтады да, бауыр сен естідің ба, бүгін айлық түсті дейді. Бұрат жоқ, естіген жоқпын дейді. Қалай естіген жоқсың, түсті ғой, бәрінен карточкаңызбен түсті дейді. Барып анау самолеттің аяғында не бар, банкомат бар, барып тексеріп көр дейді. Сонда бауыр бірінші жаққа барады, іздеп таба алмай тұрады ғой.
сонда қасында өтіп бара жатқан стюардессадан сұрайды ғой, кешіріңіз, мына жақта банкомат қайда дейді. Жолшиев негізі сәл аңғалдау болған ғой. Егер әңгімелердің бәрін естіп көрсеңіздер, біреу подкалывать ете береді ғой. Өзімен өзі отыр бұл. Емес, лагман туралы естідім, Лагман шоколад туралы кім Григорий Константинович айтқан жоқ па? Жоқ. Негізі қазір саластырып тексеріп көрсеңіз, 2014 жылы, жоқ 2015 қой, Мариборға қарсы ойнап жатырмыз. Сырт қалаңда бірінші ойын ғой, өте маңызды ойын. Бәріміз ана нервін істеп жүрміз да. Сонда кім неге Словенияға келіп, ойын алдында таңертең завтракқа тұрсақ, бауыр келе жатыр, мойны былай ісіп кеткен, беті ісіп кеткен. Ойбай, не болды бауыр, не болды десек, а менде аллергия на шоколад дейді. Оған врач айтады, сен неге шоколад жедің дейді, сен білесің ғой сенде аллергия екен. Ол айтады да, маған кім балдар ана шоколад просто предложили, неудобно было отказывать дейді. Сонда өз аллергиясы болғанын біліп, бәрібір жетті жеген бала ғой. Болды ма? Осындай сұрағым бар. Сіз клубта болдыңыз ғой. Командадан кеткеннен кейін ол басшылықпен бір үстелге отырып, маған бірнеше есе жалақыны көтеру керек. Біреу айтады 3 миллион доллар сұрады деп. Біреу айтады 1 миллион доллар сұрады деп. Егер осы ақшаны бермесеңіз, мен командадан кетіп қаламын. Негізі дұрыс. Сондай болды, негізі айтты, мен енді тек осындай ғана айлыққа ғана жұмыс істеймін деді. Ол 1 миллион да емес, одан да көп, 3 миллион да емес, одан да көп қой. Енді оны цифраны айта алмаймын да. Бірақ өзі айтты, мен енді өзім сапамды білем, өзім енді күшімді түсінем деп, енді тек осындай айлыққа ғана істеймін деп. Оған негізі біздің бастығымыз ол айтқан, сен ол ақша емес, одан 5 есе төмен сондай ақшаны таба алсаң, мен саған үстіне өзім қосып беремін сондай ақшаны деп, мысалы. Таба алмады ғой. Содан енді менің естуімше Қайрат шақырды оны. Жылдан кейін шақырды ғой. Жарты жылдан кейін ба, 1 жылдан кейін ба, есімде бар, Қайрат шақырған, сосын Ақтөбе шақырған, бірақ білмеймін, мүмкін өзім білмеймін да олардың келісімін, бірақ мен естіген нәрсе, оларға да келіп өзі айтты ғой, мақұл, мен тренировкамен жасаймын, бірақ маған сразу ана келісім беріңдер. Ол өтіп кеткен әңгіме ғой, қазір құпия қылмай қойықтап, неше сұрады сонда ол? Енді былай айтасылай 3 миллионнан да үлкен ғой, 3 миллионнан да. Қанша алды? 4 миллион дейік. 14-15 қанша алды сонда? Қанша алды? Жылына? 13 ұнады, 14 ұнады, 15 ұнады. Қанша алды? Жылына? Ол кезде жоқ, ондай үлкен болған жоқ да. Жарты миллион. Сонда бірден бірнеше есе үлкен. Сразу 10 есе көтерейін деген ғой. Сонда Бауыржан Астанадан кетіп қалғанда, ода да қолында ұсыныстардан болған жоқ па? Басқа клубтардан? Ұсыныстар мүмкін болған шығар, бірақ өзіне енді қанағатталатын сондай деңгейде ұсыныс болған жоқ қой. Бәрі айтып жүрді ғой, Легия, Лацио жай ғана шорт-листтің ішіне болды. Жоқ, ұсыныс болған жоқ, жай шорт-листтің өзінде болды. Негізі мәскеулік Динамо мен Локомотив болды ғой. Ол жағынан сосын Айнтрахт бар. Оны естіген жоқпын. Білем, ана Таиландқа барған, білем, неде Украинаға барды, Киевке барды. Киевке барды, Грецияда сол жақта да жүрді ма деп, сонда өсектер жүрді, бірақ білмеймін. Оған ешкім қандай қарсылық болған жоқ қой, свободный контрактпен кетті, негізі свободный агент болып негізі. Он негізі сату керек. Сондай талантты, түсінбеймін да. Енді сатылатын 14-ші жылы біз Вильярреалмен ойнағанда, бірінші ойыннан кейін солардың басшыларының біреуі келіп, маған айтқан, сендер ана 22-ші номер ойнап атқан бала бізге ұнайды, келесі ойында біз көрейік деп. Сосын келесі ойын 4-0 ұтып қалдық қой сол неде. Келесі ойында шоколадты жеп алдық. Одан кейін интерес болған жоқ та, бірақ негізі маған напрямую шыққан тек сол Вильярреал ғана болған. Вау. Тамаша, бірақ сонда заголовок үшін Жолчиевқа Вильярреал клубы қызығушылық танытты. Кезінде, 14-ші жылы енді сонда қызығуған болған, бірақ қазір енді... Кейін Бенфика, Галатасарай, олар қызығушылық танытпады ма? Жоқ, Атлетико Мадрид. Олардан іштен ондай кім Жолчиев арқылы ішіне... Бірақ матч біткеннен кейін өмір сол бапкерлер, сіздердегі Жолчиев деген футболшы ұнады деп сөйтіп айтып кететін еді ғой. Көбінесе, біздің бапкерлерде Қазақстанда жұмыс істеген, ана шетел бапкерлердің бәрі негізі Жолчиевті мақтайды ғой, бәрі сонымен жұмыс істеген, Шторкта болсын, Пайперста болсын, Станимирда болсын, мысалы, Станимир өзі айтады ғой, егер Жолчиев сол толығымен потенциалына жеткенде, спокойно Испанияда, Италияда спокойно ойнай беретін еді дейді ғой Станимир, өзі негізі нәрсені білетін кісі ғой. Адам танитын адам ғой. Сонда ең басты кедергі не болды? Жолчиев неге суперстар бола алмады?
ой оның ондай бір себеп жоқ шығар. бас айналдырған жігіттер кім достар болды ма сонда? қыздар болды ма? бір жағынан агенттері, бір жағынан өзіңде мүмкін ана тәжірибесі несі жетпеген қалған шығар. Негізі менің ойымша Жалшиевтің өзін осылай шақырып 10 жыл болды ойнамағанда, негізі келесі жыл уже 10 жыл болады. Мен өзіме де қызық болатын еді, соның пікірін біліп алуға. Неге ол солай жасамады, неге... Сізге қатысты емес сұрақтар болып тұр ғой бізде қазір, иә. Немани Максимович жайлы сұрайықшы. Ол мысалы Қазақстан чемпионатынан кеткен ең жұлдызды футболшы ғой, ұлттық құрама ойыншысы және Ла Лигада өнер көрсеткен. Бірақ соңғы 6 айдай ол кететінін білген кезде ойнамай қойды, Тарлан аренада қосал құрамда отырды. Неге Максимовичке біз шапан жауып дұрыстап құрмет көрсетіп шығарып алмадық? Негізі қазірде енді бір құпияны ашатын шығар, бірақ енді 10 жылдай асты ғой. Негізі Максимовичтің келген кезінде оның агенті бір атақты кісі ғой, Владимир Югевич деген, есіңізде бар ғой, кезінде Ювентусте ойнаған. Сол кісімен негізі келісім қандай болған? Біз бірге сол ойыншыны аламыз да, бірге біздің команда ойнап, сосын сатқаннан, пайда тапқаннан бірге бөлеміз деп. Сонда немен келісіммен негізі Астанаға келдік, жақсы бізде ойнаватты. Ол заңды ма негізі үйтіп келіскен? Заңды ма ол? Заңды емес, былай енді устный договоренность дейді ғой кіммен, агент бойынша. Жалпы болады ғой үйтіп келісу? Иә, негізі сондай нәрсе болады ғой. Бірақ ол келісім бойынша қандай келісім болды, что бүкіл ана сатылымын өздері сол Югевичтің компаниясы өздері атқарады деп. Мақұл, сондай келісімге келдік. Ал сосын кейін есіңізде бар ғой біздің клубқа кім Марко Трабуки келген заманда. Марко Абай Трабуки. Иә. Сол кезде енді кішкене орысша айтқанда непонятки болды да. Ол кісі шетелдегі таныс агенттеріне бізден сұрамай білмей, сол келісімдерді білмей, соларға авторизация беріп қойды да, соны сатамын деп. 2016 жазында ғой, қазір есіме салып атқанда. 2016 жазында как раз контракттың соңына оның 1 жыл қалған сол кезде. Сонда сол таныс агенттеріне авторизация жіберіп, кім Югевич ренжіп қалды біздің клубқа. Сендер келісімді бұзып тастадыңдар, бізде мынандай келісім болды, сендер қазір каждый второй агент ходит, с авторизацией ходит деп. Сонда не болып қалды да, и содан кейін наоборот оның агентімен біздің неміз бұзылып қалды мысалы. И содан кейін уже жаршыл контракттың соңына жаршыл қалып атқанда өздері сразу бізге келіп айтты да, заң бойынша болды, бізде контрактымыз бітіп жатыр, біз барып Валенсиямен қол қойдық, сояққа кетеміз деп. Хотя бізде басқа клубтардан ол кезде ұсыныстар болған. Соны өткізіп жатқан. И сол кезде кіммен Немомен өзіміз ақылдастық қой. Негізі вообще былай отношениеміз жақсы олмен. Просто оған айттық та, егер сен қазір кететін болсаң, бізде енді қандай пайда бар, сен ойнатып қалдырып, онда біз басқа ойыншыны алып, онда сен орнынан уже басқа ойыншыны айдаймыз деп. Ол да ешқандай қарсы болған жоқ. Жарақат алып қалам деп те қорыққан шығар. Жарақат алып қалам деп те қорыққан шығар. Иә, негізі сондай не болады ғой өзі. Сондықтан сол соңғы жарты жыл кішкене не болып қалды да, нашарлау. Бірақ ондай ренжіп бір-бірімізді енді көре алмаймыз дейтін ондай нәрсе жоқ. Ол сонда жаттығуларға қатыспай жүрді ма әлде? Жоқ, қатысып жүрді негізі, бірақ ойындарға шықпай жүрді просто. Ал қай клубтардан ұсыныстар түскен Максимович туралы? Енді бәрі білетін, жалғыз айта алатыным, Монако есіңізде бар шығар. Сол кезде Монако жаздағы нелер өтіп атты ғой, что? Монако мен Валенсияны салыстырғанда Валенсия лиқада жоғары. Сол кезде Валенсияда негізі Хетафеге келді. Сол кезде Монакода Ситиге ойыншылар ауысып атты ғой деймін да. Шықты кезде еді ғой. Ол кездегі Монакода ол Мбаппе ойнап атқан кезде ғой, ол кезде жартылай Лига чемпионов жартылай финалына шыққан кездер ғой сол. Валенсияға 2 миллион евроға ауысты деген шын ақпарат па? Жоқ, ол 300 мың ғой. Жоқ, Валенсия ол трансфермен ауысты да, бірақ бізге солидарный выплата келді Валенсиядан. Өйткені ол біздің командада 3 жыл ойнаған үшін. 18 жасында Домжаледен келді ғой, иә? Домжаледен келді. Білмейтін негізі командадан 18 жастағы жап-жас бір жартылай қорғаушы Жастар құрамасында капитан еді ғой. Содан футбол менеджер арқылы ойнап біреу тапты дейді. Футбол менеджер емес, негізі былай айтайын, айтпақшы сол неге байланысты да, трансферный комитетке. Негізі ол кезде ол Европаның U20 әлем чемпионаты болды. Әлем емес, Европа бірінші континент чемпионаты болып атты да. Сол жақта ол неде ойнап атқан түгін, Сербияда. Еще гол ұрды. Финалда как раз біз байқағанда, финалда жазылып тұрды да, Максимович деп, астында Домжале деп. А біз былай енді командалар білеміз ғой, мысалы даже уже Цервена Звезда, Партизан болса жастар, біз білеміз, ол жақтан Қазақстанға келу өте қиын, ол жақтан в основном жастар бірнеше миллионға неге шетелге кетеді ғой. А маяқта Домжале мысалы бізге қарағанда біз түсінеміз, ол командадан Қазақстанға әкелуге болады, хотя бы ол кезде әкелуге болатын түгін, өйткені Домжале славянский команда ғой. Содан мысалы жұмыс солай негізі басталды ғой. Бірінші сондай кандидатура табылады, кейін кімдер таныстардан сұраймыз уже, агенттер не болсын, кім шыға алады, кім клубпен хотя бы байланысқа шығып,
условия хотя бы біліп алады деп. Солай не істеп басталып, уже ана әлем чемпионатқа барғанда уже ол Астана ойыншы болады ғой. Иә. Астана ойыншысы ретінде чемпион атанды ол. Иә, еще золотой гол салды финалда. Финалда гол соқты, 1-0 ұтты деймін сервис. Сол трансфер үшін төледіңіз бе негізі? Иә, ол кезде трансфер үшін төледік. Қанша ақша кетті сонда? Ол қазір Көп емес шығар, иә? Жоқ, көп емес, негізі 400 мың ба сондай несі. Ол жақта да өздерінің специфический нелер болып, бірақ оны қазір айта алмаймын, клуб жағынан несі требованиялар. Бірақ кейін олар бәрібір не істемей қалды, бос кеткеннен. Сол кездегі Астанадан шетелдің топ клубтарына тағы кім ауысуы мүмкін еді? Кімнен қазір ұсыныстар болған? Менің естуімше Серікжан Мұжықовты Ростов шақырды. Россиядан ондай нелер болған, бірақ маған неге жеткен жоқ та. Көбінесе кім спортивный директор арқылы сояқтан ақылдасады да. Кейін мысалы ол бас бапкерден сұраса, ол жібермеймін десе, уже неге келмейді ғой мысалы. Бірақ Аничич былай нелер біраз Германиядан сұрап атқан. Бундеслигадан ба әлде? Екінші Бундеслигадан. Иә, бірінші неден емес. Сосын тағы қайдан? Эричті біреу шақырды ма? Эрич жоқ, Эрич бойынша болған жоқ. Жуниор Кабананга. Жуниор енді өзіңіз білесіз. Жуниордан келген. Сосын Канесті айталған алдында Кипрға кетудің алдында оны Бельгияға шақырып атқан тұғын. Кімді? Канес. Негізі өзім вообще оған рекомендация беріп атқан тұғын Бельгияға бара бер деп. Ол негізі даму жағынан керемет болады саған деп. Бірақ өз ана Кипрді ауа райы кесірінен таңдатты, сояққа кетем деп. Мүмкін енді Апоэльді айтып жатсыз. Негізі оны неліктен Кипрге жіберетінін, ол бапкерлік штабтың бір өкімімен сәл қырылысып қалды дейді. Соны ойыншылардың өздері айтты соны. Содан кейін арендаға мәжбүрлеп бердіңіз сонда. Жарты жылға. Кішкене ашуы басылсын деп. Онда мүмкін қайтып келді ғой. Иә, қайтып келді, қайтып не істеді ғой. Бірақ айтып жатырмын ғой, сол ненің алдында, Кипрдің алдында Локерин, по-моему, егер не істемесем, Локериннен не болған ұсыныс? Ол Лига Жупилейде ойнаған, иә? Иә. Жоғарғы лигада. Дмитрий Шамконы біреу шақырды ма? Дмитрий Шамков. Қаншама гол ұрды ғой, қаншама навес жасады, иә? Жоқ, Роторға кеткен түсінікті, оның алдында, по-моему, Россиядан болды ма, болған жоқ па? Қазір есімде жоқ, шынымен айтсам. Ол кезде онша байқамайсың ғой, біраз ана хаттар просто келеді да, и Қазір бәрін байқаймыз десеңші. қазір енді ондай келер, әрине. Кесегенде Мүмкін солардың ішіне Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед сияқты клубтардан оферлер түсуші. Атлетик Мадридтен тек кімге, Димаш Кашкенге ғана болған. Онда жібердік, басқалар онда неге жоқ ұсыныстар. Мүмкін маған жетпеген шығар агенттерден әрі қарай. Сол кезде мысалы Астана футбол клубы керісінше сатып алғысы келген немесе қатарына қосқысы келген, бірақ келмей қалған футболшы қазір бір шарқырап жүрген шығар. Бір сондай ойыншылар бар ма мысалы? Ол жағынан біз сол кезде Ника Уильямсты алғымыз келгенбіз деген сияқты. 2014-те. Мысалы да, жас кезінде көп. 12 жаста ойнап жүрген бала. Жоқ, Ресейде ойнаған, мысалы, Бериша сияқтан Анжиде ойнады ғой. Сондай ойыншылар, сосын Яник Боли деген есімізде бар. Эрик Бекфалви болды ғой. Эрик Бекфалви да, иә, ол менде негізі нені өткізіп Қайрат, Астанада. Сонда, иә? Ол неге кетті Астанаға ол? бармаймын деп. Оралға ма, қай жаққа кетті? Иә, Оралға кетті. Сол Бекфалвимен, иә. Ол менде сөйлескенбіз. Қазір сіз айтқаннан кейін есіме келіп жатыр да. Иә. Сосын тағы кім? Мысалы, Марин Томасов на год раньше мог прийти, иә, бізге. Негізі уже сөйлесіп келісіп аттық та, бірақ ол бірінші Аль-Насырға кетіп қалды. Иә. Аль-Насырда бір жыл сол бостан не істеп, келесі жылы звондап қайттан айттым ғой, Марин, надо было тебе в прошлом году приходить деп. Әйтеуір сол келді, бірақ бір жыл бұрын келуге мүмкін еді. Сосын тағы қандай? Білмеймін, басқаша. Ал ең трансферный провалшы, ол Аздрен Лулако ма сонда? 16 гол соғып. Лулако. Аздрен Лулако. Румыния чемпионатына сүрмергендер қатарында бірінші орынды келіп, Астанаға ауысты, Астанада бір ғана гол. Бірақ гол салды, иә. Бірақ енді ол провал дей алмаймын. Өткен ойыншы негізі жақсы түгін. Сапасы бәрі жақсы. Бізде сборда да есіңізде бар болса, біз Азия Лига чемпионовтың жеңімпазын 3-0 есеппен ұттық қой Кореядан. Сол ойында қандай керемет ойын ол көрсетті. Мүмкін кейбір ойыншыларда солай болмайды, просто вот не свою команду дейді. Чонбук деген команда ол деме? Чонбук, иә, Чонбук дұрыс. Сол Чонбукқа қарсы керемет ойын көрсеткен сол Аздрен. Білмеймін, оны енді жаман ойыншы деп айта алмаймын. Провал жағынан кім провал?
негізі Астана, Қайрат, Зилау мысалы. Зилау, иә, Зилау. Өйткені ол енді Авие мысалы. кезінде Зилау енді первый крупный трансфер болды ғой Қазақстанда. Біздің келуіміздің алдында да болды да. РПЛ-ден әкелдіңіз ғой, Иә, Стойловқа дейін келе саналмайды. Иә. Себебі Стойлов кезінде трансферлердің бәрі нақты түсіп жатты да. Біз бәріне сенетінбіз мысалы. Лулаку да болды. Лулаку келген кезде де сендік қой мынау. Янга болды, иә, сондай нелер де болды ғой мысалы. Кажется, басқа командалармен салыстырғанда осындай трансферлік провалдар аз болды. Аз болды. Ақтөбе, Қайрат пен Тобылмен салыстырғанда Сосын біраз ойыншы ұнады ғой. 35-тегі адамдар келген жоқ Астанаға. Иә. Фокси Тиуама, иә. Фокси Тиуама жарды ғой. Аңыздардың бірі ғой негізі менің ойымша, иә. Бұл шын ба, оған бір спонсор сыйлық ретінде машинаны берді. Мерседес. Иә. Негізі ол ресми ақпарат болды ғой. Негізі сол жылы жанкүйерлер таңдайтын ең үздік ойыншыға сондай Мерседес негізі сыйлық ретінде не істейміз деп. Ол дәл Фокси үшін емес, ол жалпы маусым алдында айтылып қойды да. Номинация ғой, иә. Номинация. И сонда Фокси ұтты, бірақ негізі мен білетінім ол өзі негізі керемет бала да. Сол машинаны сатып, балдармен бәрі бірге бөлді ғой. Өзіне алып кеткен. Естідім ондай. Тамаша. Бізде анау ұлттық құрамада бапкер болған кісі өйтіп бөлмеді ма ешкімге? Чемпиондар лигасына шықтық, топтық турнирде ойнадық, бұл енді тамаша жетістік қой. Құдай біледі, ондай бастан өте ма тағы өтпей ма, енді өтсін деп тілейміз. Сол кезде Атлетико Мадридке екінші құрам апарған, қазір уақыт өтті, 10 жыл өткеннен кейін дұрыс шешім деп айта аласыз ба? Әрине, ол кезде де ондай үмітпен негізі сол шешімді қабылдадық. Қазірде енді артқа қарап былай айтсақ, әрине дұрыс шешім болды да, өйткені бірінші құрамамен барсақ та, екінші құрамамен барсақ та, енді Атлетико Мадридке қарсы сол жылы неге финалға шейін жетті ғой, өзіңіз білесіз ғой. Мысалы, нәтижеге жету қиын болды да. Мысалы, бірінші құраманы алып барып, сосын өзіңіз білесіз ғой, мына жақта Алматыда ең маңызды. Зато келесі жылы Еуропа лигасына топ кезеңі шықты ғой. Иә. Ақша таптық. Иә, сондықтан дұрыс не болды шешім. Бірақ ол кезде есіңізде бар шығар, біраз критика болып Монсыз ғой Қазақстан клуб. Жоқ, енді Атлетико Мадридке екінші құраммен барып отыр. жалпы УЕФАдан Ол да негізі Шахтердің тренді ғой. Азел Құмарға 13-шімен барып ұтылды ғой. иә, мақұл ғой. Чемпионаттың финал, кубоктың финал таразға қарсы. Олар екінші құраммен барыпты. Сосын келесі жыл соны Астана жасайды. Ал Атлетикаға қарсы мысалы қаншама адамның арманы ғой. Футболшылардың Зато атмосфера. Жақып Қожамберді, Елдос Ахметов, Біржан Күлбеков, Дедечко сияқты, Мужиков сияқты ойыншылар ойнады ғой. Дмитрий Дедечко. Командадағы атмосфера бұзылып кеткен жоқ па? Қанша армандайсың Атлетико Мадридке? Ол кезде Ванда Метрополитано қалай аталатын еді? Висенте Кальдерон ойнады бұрынғы несінде. Соңғы сезон болған сол. Жоқ, ондай не болған жоқ команда ішінде, білмеймін. Естіген жоқпын. Сияқы ғой енді, чемпионды қалсаңдар сияқы болады. Бапкерлер дұрыстап негізі түсінік берді ғой. Сосын Құртылып кетеді ғой, өмір бақи естіген ғой. ол заманда айтатын атмосфера жақсы болды да. Негізі балдардың бәрі түсінді. Сосын ғана неде ойнамағандар, сосын неде Астана Арена ойнады ғой, содан. Білмеймін, ондай ренжі болғанын естіген жоқпын, шынымен айтсам өзім. Бәрі түсінген сияқты. Астана Аренаға 30 мың адам сияды, сол кезде мен студент едім. 90 мыңдай ма билет сатылып кетті ғой. Иә. Сатылып кетті жоқ. Сол кезде енді нені тикетонмен басталып жатты ғой, нені электронның сатылымдар. Сол кезде солар ғой айтқан. Негізі сол 30 мың стадионға 90 мыңнан астам заявка болды да билеттерге. Қақпаның артында 15 мың теңгеге билет ағам мен. Стипендиям 15 мың теңге еді. Бір ай аш жүрдім сосын. Бірақ 0-0 мысалы өмір бақи есте қалатын матч. Айтарыңыз ақша. Анау Бүкіл қазір дедіңіз ғой енді сол ойында. кім қызық болған Ойын ұнамады деп. бір жігіт Алмас Кішкімбаевқа келген ғой. Мен Суперстар KZ-те сізге 70 теңгеге дауыс бердім, қайтарыңыз деп айтқан ғой. Сол сияқты 15 мың теңгеге билет ағам. Негізі билеттер бір 2 мың теңге болған шығар, ең қатты қымбаты. Бірақ бірінші категориясы 15 мың болғандығын. Алып сатарлар қақпаның артында сат. Қақпаның артында отырдым мен. Қақпаның артында 15 мың алып жатырмын дейді ғой. Болды, мен VIP деп алдым деп. Жоқ, мен өзімде билет болған, мен оны бір 500 теңгеге алдым ау деймін. Маған қасымдағы адамға мен үгіттеп қойғам ғой, мен күшті бұл ойынға бармасаң өмірінде болмайды деп. Сосын мен өзім сыйладым да өзім сатып алдым 15 мың теңгеге. Енді
Астана деген кезде мысалы сол чемпиондар лигасы, Еуропа лигасы туралы сұрайтын адамдар көп келеді бізге. Мысалы өткенде Григорий Константинұлы Бабаяннан сұрады, футболшыларды айта алады. Бірақ ең төтесінен сізге қоятын сұрақ инфрақұрылым ғой. Астана футбол клубы қаншама жетістікке жетті, біздің бақытты шақтарымыздың себепкері болды. Бірақ сіз 2016 жылы Хан Шатырдың артында жер берілді. Сол кезде мен ойлаушы едім, Хан Шатырдың артында қандай стадион соғады деп, қазір жағалау деген. Зато ЖК-лар салынды ғой Хан Шатыр жақта. Мен де ойлағам, бір акимат тек Астанадан жақтырмайды екен, Хан Шатырдың артынан жер берген несі деп. Енді жер берілді, болды, бастап кетеміз деген әңгіме болды. Немесе бүгінгі эфирде де сіз инфрақұрылым болмай, клуб болмайды деген әңгімені айту, бәрін түсініп отырсыздар екен. Неге? Бірақ 10 жыл ішінде Астанада әлі тіпті офисте жоқ. Енді оны былай жағынан қарау керек та. Өзім негізі сол туралы естимін да, ана жанкүйерлер айтып жатқанда, неге ана база салмайсыңдар, не істемейсіңдер деп. Негізі былай қарау керек, бізде устав бойынша біздің клуб вообще ана құрылыс жағынан ешқандай не жұмыс жасала алмайды. Бізде устав бойынша вообще ана развитие футбола деп сондай нелер жазылған. Бірақ ондай нені жасауға кезінде Самрукта сондай негізі кім Өмірзақ Естаевич Шукеев бастық болған кезде сондай жоспарлар негізі болған Самрукта. Олар айтты, мақұл, енді қазір біз бөлек ана ақша дайындап қоямыз, жер табылу керек, жер табылса сендерге сол бөлек ақша бөліп не істеп ана инфрақұрылым салуға береміз деп. Сол кездері как раз сіз 16 жылдар айтып жатсыз, негізі бастағаның 15-ші даже 14-ші жылдың соңынан бастап, өткен сол кезде Испанияға барып Реал Сосьедадтың ана базасын қарағанбыз, Дархан Аманшпен барып Реал Мадридтің несін қарағанбыз, біраз нелерді сол зерттеп жүрдік та. Бірақ мәселе қандай болды? Сіз айтасыз, ана жер берілді деп, сол бір берілген жер солмен болған жоқ қой. Мен мысалы кезіндегі Астана қаласының әкімінің орынбасары Хорошун деген Сергей Михайлович танитын шығарсыз. Біраз жыл сол жерде жер бойынша негізі сол кісі ғой бүкіл ана шешімді қабылдайтын Астанада. Соған барғаным негізі бірінші сол кімнің Хан Шатырдың артынан береміз деді. Сосын қазір ана Барыс Аренаның қасында жер бар, сол жақта да береміз деді. Сосын ана Тельманада да әңгіме болған, қазір ана военный городок па, сондай бірдеме Тельмана жағында ана салынып жатқан район, сол жақта да берінеміз деді. Сосын қазір ана ипподром жақта, ана Қосшы жаққа баратын ана ипподром бар ғой, соның қасында береміз деп. Әлі береміз дегеннен ана ресми түрінде бір ретте рұқсат сол берілген жоқ қой мысалы. Сосын мақұл уже мына жақтан жерді мына жақтан ана жаққа ауыстырады, ана жақтан мына жаққа ауыстырады, мына жақтан мына жаққа ауыстырады. Пока ол болып жатқан жерде уже Самрукта кім ауысып кетті. Өмірзақ Естаевич кетіп қалып, орнына Исимов келді ғой. Ол жақтан наоборот Самрукқа басқа бастық келіп, наоборот ол жақтан уже мотивация кетіп қалды да. Олар уже айтты, жоқ бізде не берілмейді деп. И сонда мен түсінемін да, жанкүйерлер ойлайды да, біз мына жақта клубта істеп, сондай нәрсені мысалы жасай аламыз деп. бірақ шынымен айтсам, ол вообще иерархия бойынша, қалай ана бюрократия жасалған бойынша бізде ондай құқық жоқ вообще клубта. Егер сатып алушы даже сатып алу үшін оған біз бөлек ана целевка дейді ғой, не дейді, мысалы орыс тілінде. Сондай целевка бойынша біз бөлек ана спонсордан ақша алуымыз керек. Өйткені біз бүкіл қазір Самруктан алатын ақшаның бәрі бүкіл ана по целевке полностью смета тапсырамыз ғой біз. Ана мысалы айлыққа, мынау гостиницаға, мынау перелетқа, мынау мысалы сол анау полностью ана орысша айтқанда капитальный строительство жасау үшін бізге полностью техническое задание жасау керек, проектно-сметная документация жиналу керек. Оны жасау үшін бізге жер берілу керек. И содан өзім айтамын ғой, негізі даже кезінде кімге ана мақтау керек та, кімді Қайрат Сәбитович Боранбаевты да. Ол Алматыда керемет былай нәрсені салған, ол сияқтағы инфрақұрылым. Бірақ бір жағынан қарағанда Алматыда ол өзі сол шешімді қабылдаушы болған үшін, сосын ана бүкіл қаржыны не істейтін тексеретін өзі болған үшін, жан жақта өзі рычагтар болған үшін оған кішкене оңайлау болды да. Мен өзім Астанада сол жұмыс істегенім, шынымен айтсам, уже өзім де кейбір кезде басым ауырып кетеді да. Содан қаншама адамдардың нелеріне, кабинеттеріне барып, қаншама сол документтерді дайындап, өзімізде сондай не болды ғой. Мысалы ана уже Өмірзақ Естаевичке полностью уже проект бәрін дайындап қойып, уже не істегенде уже вроде все дайынбыз деп. Ол кезде бәрі ауысып кетеді да, қолын түсіп қалады ғой қайтадан. Вот орысша айтады ғой, руки опускаются деп, потому что бәрі қайтадан с нуля кетеді да. Қазір өзім түсініп жатырмын, оны қайтадан бастауға ол жұмыс өтіп жатыр қазір. Саян Жақсылдиевич өзі де біраз адамдармен кездесіп, өз жағынан қазір итергісі келіп жүр да сол нені басталуыны. Бірақ ол да негізі оңай нәрсе емес қой. Бірақ өз жағымыздан мен айтамын, менің өзім армандарым бірі сол, конечно, сонда егер біз сондай неге жетіп академия қалдырсақ, ертең ана база қалдырсақ, конечно, өзімізде мақтан жүретін едік қой ондай нәрсеге. И қазір ол жоқ нәрсеге де өзімізде ұяламыз ғой, шынымен айтсам, былай
кейбір кезде, бірақ Әрине, ол болмай алматыда жатқаннан да өтіп жатыр шынымен енді сондай объектив себептер бар да өзі. жоқ мысалы жер берілген жоқ. Екіншіден осындай уставта бір жағынан да уставта сол менен айтамын ғой, мысалы даже біз ертең ана лига чемпионовқа түсіп, даже ана мақұл ана бонус не жағын қарамайдан даже мысалы былай айтайықшы, сол 15 миллион мысалы келеді да доллар, который бізге евро болсын, который ана стадионға жіберуге болады. Біз даже устав бойынша оны жасай алмаймыз, өйткені бізде уставта ондай не жоқ та, капитальное строительство. Сонда бүкіл президенттік клубтарда сондай мақсат қойылған. Целевка сондай жоқ. Ну, надо устав. Сонда оларға жай ғана стадионды береді, сендер ойнайсыңдар. Біз ана ойындарды дайындалым бәрін, ана нелерін, короче, подготовительный жаттығуларын, популяризация футбола дегенде сондай нәрселер жасаймыз да, а именно капитальное строительство ондайға бізде құқық жоқ әлі жасауға. Кеңсені сатып алуға бола ма? Сатып алуға болады, бірақ мен айтқандай, оны сатып алу үшін бөлек целевкадан онда ақша енді бөліну клуб керек. инициатива жасап осылай біз бір-екі маусым инициатива болу үшін қазір соны біз жасап жатырмыз. 10 жыл болды ғой енді. 10 жыл бұрын мысалы біз бір-екі легионерді азырақ алайық, бірақ жер сатып алайықшы айналайындар-ау деп клуб соны ұсына алмай ма? Жоқ, сол акиматқа ма? Даже сіз дұрыс айтып жатсыз, 10 жыл болды, бірақ сол 10 жылдың ішінде қазір өзіңіз былай егер тексеріп көрсеңіз, қанша рет мысалы Самрукта басшы ауысты, қанша рет біздің клубта басшылар ауысты, әр сол ауысылмен бәр жұмыс қайттан ана нөлден басталады. Нөлден басталады ғой. Қайттан ол жетеді, бір ключевой ана қайттан нені ауыстырсақ, қайттан шүк нөлге түседі. Өйткені әр анау келген кісіге қайттан басынан бастап бәрін түсіндіріп, басынан бастап қайттан бәрін көрсетіп не керек болады да. Бірақ қазір айтатыным, қазір өзім негізі көргенмін ол проектті, екі проект бар бізде. Біреу бөлек ана база, который основной команды, екінші бөлек академия балдарға, қазір екеуін бөлек. Біреуі Тарлан аренада. Біреу Тарлан аренада, оны да қазір, пробуем. Ол академия Бірақ жердің Тарлан аренада. Бір жағынан вообще, даже сол Тарлан аренаның өзіне бір проект бар, который под академию. Но біз қазір айтып жатырмыз да, академия ол кішкентай болады, өйткені жер азды, мысалы, лучше ол жақта под основу наоборот жасап, а под академию басқа жерден мысалы деп. Қазір даже басқа компаниялармен не өткізіп жатырмыз ғой, даже переговор жасап жатырмыз да, кто может, допустим, на социальной основе помочь дегендей да. Ертерек істемесеңіздер, жер алыстай береді, ол ерте қосшыда бақшынастыр. Жер қалмай шатырдың ортасында Астананың мәселесі сол ғой, негізі мен сол кезде өзім байқағаным, даже жердің өзін алу Астанада өте қиын ғой, бәрінен бөлініп қойған ғой. Иә, өзі бөлініп қойған, сосын енді барына айту керек та, кейбір жерде мысалы әлеуметтік бірдемеге орын сақтанып қойады да, сосын 1 жыл, 2 жыл өтеді, ол жақта жаңа ЖК салынып жатыр, мысалы ауыстырып қояды. Ондай нәрсе де бар, ондаймен де негізі встречались таким, да, допустим, ана. Соңғы 2 жылдың ішінде Астана футбол клубының жұмысшылары үш офисте отырды. Бұл үлкен проблема ғой енді. Үлкен мәселе, әрине, бір жерден екінші жерге ауыстырып, өзіміздің үйсіз болғандай болдық қой, шынымен айтсам. Оны айтып жатырмын ғой, ол да енді негізі өзіміздің ұялатын нәрсе ғой, бірақ оны өзгертуге қазір тырысып жатырмыз да. Астана нағыз қазақтар сияқты ғой. Көше береді, көше береді. Көшпенділеріміз ғой өзіміз. Қазір енді ойындарымызда Алматыда. Қайсар мырза, мынандай әңгіме бар ғой, мысалы Қайрат пен Астананы салыстырады. Қайраттың Еурокубокта жетістіктері аз, конференция лигасы топтық турнирі, Астана дегеннен тарихи жетістіктердің бәріне қол жеткізді. Бірақ айтады, мысалы, сол чемпиондар лигасына шықпай-ақ қойсақ, есесіне Астанада академия, офис болса дұрыс еді деген. Сіз, мысалы, қазір қолыңызда болса, чемпиондар лигасы деген тарих жоқ Астанада. Еурокубоктың топтық турниріне шықпадыңыздар, бірақ сіздерде академия және база болды. Нені таңдайтын едіңіз? Қиын сұрақ екен негізі. Өйткені кезінде чемпиондар лигасының алдында да мен негізі айтқанымда, мысалы, клубтың дамуына сондай бір Еврокубоктың топтық кезеңіне жетуі өте маңызды. Не себебі үшін? Өйткені өзіңіз дұрыс айттыңыз ғой, 13-ші жылы Астана ішіндегі ана спорт жобалардың арасында біз 6-шы орында тұрдық та, мысалы. Қазіргі ана енді барысты озып кеттік деп айта алмаймын, бірақ енді сонымен бір деңгейге шықтық қой. Ол мысалы сол лига чемпионовсыз мүмкін емес болуы мүмкін. Касалда ешқандай жоқ қой. Максимум академиясы болмаса, Барыс аренда сол. Мен кезінде әзілдеп сол Барыстың нелеріне, қызметкерлеріне айтқанмын, ойнап айтатын еді ғой кезде бізге, ұмыта салыңдар, Астана чисто хоккейный қала ғой, футбол туралы ұмыта салыңдар деп. Мысалы күліп айтқаным, сендер даже ана
Кубок Стэнли обладательді әкелгенде де 90 мың адам жиналмайтын еді. Сіз мынандай сөзіңіз бар, мен есімде. Барыс хоккей клубы КХЛ-ды ұтып алса да, астына чемпиондар лигасына шыққанына жете алмайды деген сөзіңіз. Енді ондай да бар негізі, әрине. Бірақ енді ол өзім КХЛ-ды онша қатты сыйламайтынын айтқан шығармын енді. Негізі өзіңіз көрдіңіз ғой, көбінесе НХЛ-ды ғана қараймын да. Бірақ енді сіз айтқан нәрсе бұлай айта алмаймын. Өйткені басқа жағынан әрине академиямен де база ол да өте қажетті нәрсе ғой. Мысалы команданы стабильно, сосын болашағы болу үшін балдар келіп жаттығуын дұрыстап өткізетін нәрсе негізі ол болу керек. Сондықтан мүмкін енді ол нәрсені де даже бірінші орынға қоятын шығармын. Мақұл, енді былай қарасақ даже неден де артық деп, лига чемпионовтан артық деп. Бірақ енді қайталайын, бізге қолымызға келетін нәрсенің бәрін жасап жатырмыз. Ондай не жоқ. Мысалы, анаяқта ақша бөлініп, стадионға бөлініп тұрған ақшаны қазір өзіміз қалтамызға есеп тастайтын ондай нәрсе жоқ, әрине. Чемпиондар лигасы топтық турниріне шығуымыз керек. Мынау соғылып жатқан стадионнан ақшаны алып бір айлыққа жұмсаймыз деген ондай болған жоқ дейсіз. Жоқ, ондай әрине ондай болмайды ғой. Ал бұрынғы Астананың бір құпиясы неде? Бұрынғы сол Станимир Стоиловтың командасы. Ондай бір құпия жоқ шығар, өйткені бәрі-бірге қосылып, бір жағынан енді Станимирдің өзі, мысалы Станимирге және Станимирдің өзінен де сұрасаңыз, ол айтады ғой, бүкіл тренерский штаб бәрі мықты адамдар болды. Григорий Константиновичті еңбегі ол қаншама көмек көрсетіп, мен былай айтам ғой, негізі Станимир Стоилов өзі Григорий Константиновичсіз ондай нәтижеге жетпейтін еді, мысалы. Өйткені Бабаянда біраз нәрсені жасайды ғой, көбінесе жанкерлерге көрінбейтін еңбекті негізі, бірақ өте қажетті маңызды нәрсе. Сосын команданың құрамы да ол кезде былай қараймыз ғой да, Немanja Максимович болсын, Патрик Тумаси да болсын, Жуков та болсын, Канес болсын, Ильич, Аничич, бәрі сол ойыншылар келген. Әр ойыншы туралы айта аламын да, бұл әр ойыншы ерекше ойыншы болды. Өз позициясында ойнайтын, мысалы, Бауыржан Жолчиевті мысалы айтайық. Просто сондай енді жан-жақтан сол бірнеше бөлектері бірге жиналып, сондай енді нәтижеге жеттік та, ондай бір құпия деп айта алмаймын да. Қазір неге соны істеуге болмайды? Қазіргі таңда Астанаға не жетіспейді сонда? Ең біріншіден уақыт керек та. Мысалы, мен өзім қазір байқап жатырмын ғой, даже сол 2015 жылы Чемпиондар лигасына жеткен команда, оны жиналуы как раз сол 2013 жылы басталды ғой, 2 жыл бұрын, мысалы. И то біз өзіміз сол кезде стратегия бойынша айтып аттық, что біз 15 жыл емес, 16 жылы группаға шығу керекпіз деп. 15 жылы негізі бұйырған болды ма сонда Чемпиондар лигасы топтық турнирі шығамыз деген ой? Стратегия бойынша болды ғой, иә? Стратегия бойынша лига чемпионов емес, біз просто айттық та, Еврокубоктың топтық кезеңіне 2016 жылы шығу керекпіз деп, стратегия бойынша деп. Жақсы, менде осындай сұрағым бар. Қазір Канададан Қазақстанға қайтып келдіңіз. Астананың атын шығару керек дедіңіз. Бірақ та 15 жылы Астананың атын шығардым, Қазақстанның атын шығардым. Енді қазір қандай мотивация бар? Қазір енді біріншіден сол кезінде болған нәтижелерді не случайно деп көрсету бір жағынан. Екінші жағы, білмеймін, сізбен енді негізі бөлінуге болады шығар. Футболдан кеткеннен кейін осы футболдың вообще не болып жатқанын қарағанда, мысалы, кейбір нәрселер енді дұрыс жаққа бұрылған жоқ та, былай айтсақ, енді таза нәрсені айтсақ. Сондықтан былай өзім қарадым да, мысалы, қазір бизнес жағынан кейбір нелер, возможностьтер, мүмкіндіктер шығып жатыр. Сосын өзім шетелде жұмыс істеп жатқаннан кейбір ақпарат басыма келеді, кейбір информация келеді. Соның бәрін жинап, қазір өзім келіп ойлап жатқаным, мүмкін ба, мысалы, сол повторить те достижение дейді ғой по-русски, да, как минимум повторить. Өйткені қазір сол толығымен енді бітіре алмадым да ойымда. Өйткені даже 13-15 пен қазір саластырып көрсек, гораздо сложнее қазір жұмыс істеу. Неге? Ең бірінші мысалды келтірейін. Мысалы, 2013 жылы мен клубқа келгенде, клубтың бюджеті болған 3 миллиард теңге болған. Қазір айтуға болады, енді сол кезде 3 миллиард теңге болған. Қазір келіп жатырмын, қазір осы биылғы жылғы бюджеті, қазір, который полностью утвержденный, 504 миллиард теңге. Бірақ 2013 жылы 5 миллиард теңге, енді өзіңіз білесіз, қанша доллар ретінде қанша болған. И қазіргі 5 миллиард 400 миллион, қанша. Ол жағынан да уже гораздо сложнее да, қазір, мысалы, кім Максимов секілді ойыншыларды қазірге алып келу,
2015 жылға салыстырғанда сейчас гораздо сложнее, допустим, ондай уже мүмкіндік жоқ. Басқа жағынан, допустим, Саудовская Аравияда қазір күліп жатырмыз ғой, қаншама ойыншыларды ол жаққа шақырып жатыр, бірақ ол жаққа қазір ана миллионный айлыққа ойыншылар барып, осы жаққа шақыру қиынлау болып кетті да қазір, өйткені арабтарға қарап қазір даже обычный ойыншылар қазір біразын айлықты сұрайды ғой мысалы. Ол Еврокубок туралы түсінікті. Оған байланысты ең біріншіден. Ал внутренний чемпионат туралы айтсақ, Қазақстан чемпионатында қазіргі таңда Астанаға сол жетіспейді ғой. Тұрақтылық та жоқ. Нәтижеде көрсете алмай жүр. Неге? Сол тек қана ойыншыларға, тек қана бюджетке байланысты ма сонда? Жоқ, енді себептер біраз болды ғой. Ана 18-ші жылы, сол кейін 19-ші жылы мыназ енді ана неде басқармашылықта да өзгерістер болды, өзіңіз білесіз да. Оның қазір енді не то что последствия, бірақ енді ол да кішкене ізін қалдырады ғой, өзіңіз білесіз. Қараңызшы енді Қайсар мырза, 2018 жылға дейін Астана көтеріліп келе жатты. Чемпиондар лигасы топтық турнирі, жыл сайын Еврокубоктың топтық турнирі келе жатты. 2018 жылы сіздер кетесіздер. Иә. Қайттан сол бастаған нүктеге түседі ғой, құлдырап. Енді сіздер қайтадан көтеру керек болып тұр. Уақыт соған керек деп тұрсыздар ғой, иә? Аралық біз 5 жыл құр жоғалып қалдық қой, сонша құрған клуб. Иә, енді сондай нәрсені айтуға болады. Енді құралды деуге болмайды, бірақ енді қиындап кетті да. Бірақ енді мен де бәрі жақсы болғанда мені де қайтадан шақырмайтын еді. Мүмкін кризис менеджер сияқты болып тұрсыз ғой кішкене. Иә, кішкене сондай болып тұр. Мамандығыңыз жаңа мен эфир басында бекер сұраған жоқпын. Пиар дедіңіз. Енді сіздің айтып жатқан жұмыстарыңызға ол қатысы шамалы сияқты ғой. Сізде пиар деген сонда бұл условный должность па, қалай? Условный емес, енді даже қазір сізге келіп жатқаның осы бүкіл командада болып жатқан нәрсені толығымен мысалы даже ана кімде халыққа жеткізу, оның өзі де мысалы пиар ғой. Одан басқа қазір мен сол кімдер спонсорлар туралы қазір сөйлесіп жатырмын. Жетістік көп болған сайын пиарға да әсер етеді деп тұрсыз ғой. Еврокубокқа шықсақ, пиардың жұмысы жақсарды дегенге келеді. Сондықтан пиар бөлімінің басшысы ретінде сіз мысалы ішкі істерге араласа аласыз. Иә, бірақ енді пиар дегенде бізде өзіңізде жұмыс істейсіз ғой. Әр любой организация болса, мысалы название мынандай болуы мүмкін, а реальный спектр гораздо шире болады. Басқа жерге жұмсап жібереді десеңізші. Иә, бізде де сондай мысалы. Мәселесін тоже. Иә, содан енді былай жүрге болады. тура ана тек қана пиармен я болса коммерциямен жүремін деп олай да аталмаймын ғой, өйткені ана кімдерде просто менде бірнеше ойыншыларым бар ғой, WhatsApp қалады. Енді оны бөлек ешкім білмейді, бірақ сіздің ойыншыларыңыз туралы енді бөлек сөйлесейік. Бірнеше сұрақ қойды ғой. Роман Муртазаев деген, Дмитрий Шамко, сол ойыншыларды сізге. Астанада ойыншыдан бұрын бапкердің мәселесі бізді алаңдатады негізі. Мысалы, бірінші сұрақ, Станимир Саиловты қайтару жайлы ойладыңыздар ма? Екінші сұрақ, Григорий Бабаянды ауыстыру жайлы ой болды ма? Енді бірінші онда Станимир туралы, Станимирдің қазір енді өзі жұмыс істеп жатқан жері бар, өзіңіз білесіз, Göztepe командасы керемет нәтиже олып жатыр. Суперлигаға шықты. Иә, Суперлигаға шықты. Содан енді ондай ойлар бар болса да, бар деп айту негізі дұрыс болмайды шығар, өйткені қазір енді өз жұмыс жері бар ғой. Бірақ енді шынымен айтсам, қазіргі оның айлығын білеміз, қайттан ана қаржыларынан уже сөйлесек та, қазір ондай деңгейге бапкерді әкелу енді қиындау болады. Ода да мотивация бар шығар сіздер сияқты, не случайность екенін дәлелдегім келеді, екінші рет шығамын Астанамен. Иә, ол жағынан да бар ғой. Және сіз кім Бабаян туралы айттыңыз, менің ойымша енді таза өзімнің пікірім, біздің Қазақстанда онымен тең келетін маман сол футбол жағында менің ойымша жоқ та, қашан болатынын өзім шынымен білмеймін. Мысалы, жақында біраз әңгіме болды ғой, Бабаянды алып тастау керек деп, оны да естиміз, әлі бар, көреміз, білеміз, бірақ мен айтатыным, болып жатқан негізі мәселелер, оның несі еңбегін кестен емес, өз ана объективтік сол себептер болды, бір нәрсесін түсіндіріп көрдік қой. Мысалы, мен ойыншылармен өздерімен де кездесіп сұрадым ғой, былай тет-а-тет отырдым да, айттым, балдар, шынымен айтыңдаршы, мысалы, мүмкін ана бапкердің көзінше айта алмайсыңдар, я бастықтардың көзінше айта алмайсыңдар, мүмкін ана жалобы, может, на тренеров есть или на это есть деп, жоқ, бәрі қолдайды ғой, мысалы, Григорий Константиновичті. Сосын ойыншылардың өздеріне сұрап көрсеңіздер, мен мысалы білемін ғой, қандай басқа командаларда қандай жаттығулар өткізетініне, Григорий Константиновичтің деңгейінде басқа ешқандай команда Қазақстанда ондай тренировкалар өтпейді ғой. Сосын біз жағынан Григорий Константинович өзі сондай бапкер да, оған орысша былай толығымен түсіндіру үшін айтайын, очень чувствительный к условиям работы дейді ғой, мысалы. И қазір ода алдыңғы жылы, осы жылдың басында да вот этих комфортных условий не могли ему создать, которые, вот, допустим, чтобы полностью требовать, да? Перед тем, чтобы до того, как от него требовать результаты, надо ему вначале нормальную команду создать, нормальные условия создать. А биыл өзім білем ғой,
сколько дел ему приходилось отвлекаться басқа нәрселерді жасағандан, допустим, өзіңіз білесіз ғой, танисыз айтты бізге, айтты. Тіпті футболшылар ауырып қалса, әкелетін дәрісіне де мен жауап. бәрін өзі жасайды ғой, транспорт жағынан, ана жағынан, ана жағынан, и сосын қазір даже пиар менеджер болмағаннан, даже пиар жағынан, пресса жағынан, и сол жақтан несі таралып кетеді да, кішкене энергиясы. Поэтому ол қазір толығымен жиналып не істеп команданы полностью басқарсын деп, бізде өзімізге енді дополнительно жұмыс салып жатырмыз да, өз жағымыздан. Бірақ Ерекеңді өзі таниды ғой, алдыңғы жылда даже ол кімдер, Григорий Константинович командаға қайтып келгенде, сосын Саян Жақсылдиевич командаға қайтып келгенде, мен бірінші есіңізде бар ғой, өзім айтып едім, егер кімге Григорий Константиновичке қолдау керек болса, просто мен интервью берейін деп, өйткені мен ол кісіні танығаннан, жақсы білгеннен өзім білемін да, ондай маман Қазақстаннан өте қиын табу. Тем более Қазақстанның өзінен даже шетелден әкеліп қазір осы жаққа әкелу өте қиын нәрсе ғой. Содан біз айттық қой жаңа Еврокубоктың стартының басында, біз айттық Еврокубоктың алдында ондай бапкерді біз алып тастамаймыз, өйткені ол орысша айтқанда выстрел в ногу будешь, да, потому что перед Еврокубками уже Қазақстанда бір бірақ басқа клубтар солай істеп жатыр. Сені түсіндім, Әлімжан. Сені түсіндім. Қазіргі таңда Астанада бүкіл условиялар бар ма? Григорий Бабаян. Енді бар деп айта алмаймын, бірақ енді кішкене стадион жоқ, енді ең бастысы сол ғой. Стадион жоқ, ойыншылармен сөйлестім, өзім таңғаламын да, бұрында мен ойладым, өзім сияқты енді бүкіл қазақстандықтарға енді Алматы көбірек ұнайды деп Астанадан. Бірақ қазір біздің ойыншылардан сұрасам, көбінесе наоборот Астананы сағынамыз дейді ғой, Алматыдан шаршадық деп өзім. Ербол, соған таңғалып қуанып жатырмын ғой. Шынымен енді сондай заманға келдік енді. Астаналықтар енді Алматыда енді Астананы сағынатын. Ол жағынан басқа енді тырысып жатырмыз бүкіл условия создать етеміз деп. Бірақ енді японша айтқанда нет предела совершенству дейді ғой, содан. Японша айтайын деп жатырмыз. Марғұлан Сисибай дегендей. Биыл сонда Астана ешқандай трофей алмай кетуі мүмкін ғой, соған көнесіздер ме? Ондай мүмкін, бірақ енді басты топқа шығу. Топқа шығудың өзі енді жетістік деуге болады ғой, уже неге трофей арқылы санауға болады. Трофей деп санауға болады әрине. Бірақ даже чемпионатта әлі чемпионатты жеңе аламыз деп сондай сенімдеміз. Әлі мүмкіндік бар. бәрін әлі күзде көрсетеміз деп сондай пікірдеміз ғой негізі. Сол бәлем бәрі туралы сұрайыншы дедім мен. Астана қатарынан 5 дүркін, 6 дүркін чемпион болған кезде көп қайраттың жанкүйерлері мынандай жағдайды байқайтын. Астанаға қарсы басқа клубтар жеңіл ойнайды, қайратқа келген кезде барын салады деп. Астанаға жалпы сырттан көмек көп келеді деген әңгіме. Ондайды естідіңіз бе жалпы? Ондайды естідім, бірақ менің пікірім бәрі наоборот, бізге қарсы. Мен өзім мысалы әлі Қызылордаға келсек, Шымкентке келсек, Ақтөбеге келсек, әр қалада өзім сеземін да, Астана келгенде енді үлкен событие болады бәріне. Сондықтан ондай немен келіспеймін, что Астанамен жеңіл ойнайды, не істейді деп. Наоборот, бізге қарсы двойной самоотдачамен бәрі шығады ғой, мысалы. Былай айтып жүрді. Екінші құраммен шығады деп. Шахтер, Ертіс командалар. Шахтер. Ол кезде Ертіс. Ертіс, иә бір. Ондайды білмеймін, ондайды даже комментарий бере алмаймын да, өйткені кейбір кезде біз өзіміз сондай нелер болды ғой, даже второй составпен кейде чемпионатта шыққанымызда, кіммен Қайратқа қарсы ма? Қайратқа қарсы, по-моему, второй составпен шыққан жоқпыз, бірақ кейбір нелерде болды ғой, когда просто Атлетико Мадридқа қарсы. По расчету просто, или наоборот, чемпионатта уже задача, когда выполнена, для кубка жасаймыз дегенде. Поэтому ондай нелер болды, но именно что целенаправленно ондай жасалатын, ондайды естіген жоқпын, шынымен айтсам. Төрешілер жағынан көмек. Жоқ, енді ондай сөйлей береді ғой. Наоборот, биыл біздің санауымыз бойынша мы не досчитались 10 очков, вот по нашим данным, да, наоборот, больше, чем Астану, по-моему, в этом сезоне никого. Даже вот признанные нелер ошибкалар, которые федерация, да, өзінде, больше всего против нас же ошибаются, наоборот. Елімайға қарсы, мысалы, ресми мойындады ғой, қателік. Елімайға қарсы, Ордабасыға қарсы, сосын кім тағы табуы ма, кім болды. Так что, негізі, наоборот, можно сказать, мы жертвы судейского произвола деп. Астана негізі өте жиі қарсы шығады ғой федерацияға. Сонда клубтың өзінде осындай совещаниялар бола ма? Ресми түрде жауап берейік деп. Әр апта сайын совещание негізі болады ғой. Енді арнайы сол федерацияға жауап беру үшін ондай совещание әрине өткізілмейді, бірақ бәрі қарсы сонда. Федерацияға бәрі қарсы шығып тұр ғой әлі. Бәрі қарсы жатыр, бірнеше қателіктер болды деп. Шынымен айтсам, алдын ала мен енді шетелде болдым ғой, менің де пікірім сондай болған, что қазір федерациямен мүмкін соғыс болып жатқан шығар, қатынасы что-то қатал болып кетті, туда-сюда деп. Бірақ ішке келгенде жоқ, нормально, рабочий нелер федерациямен.
жай сол нелер мәселелер болғанда ана хат жазамыз да, бірақ ондай ана айқай шу көтеріп бір бірімен ұрысып ана не істейтін ондай нәрсе жоқ. Айқай шу дегенде сіз толықтай ашық айттыңыз, Александр Пермитин өз жұмысынан кету керек. Иә. Енді конкретно ол туралы не болды? Енді өйткені ол нелерді төрешілерді басқаратын не болғаннан, маман болғаннан енді соған арнайы жасадық, бірақ ондай Мүмкін оларда да тоже сондай пікір бар шығар, Александр Пермитин басқа бізге басқа мамандар жоқ шығар мысалы. Бабаян кетпейді, Пермитин де кетпейді сонда. Олар мүмкін сондай шығар, бірақ енді көрейік. Олар өздері енді сол жағынан өздері жауап береді ғой. Біз енді Бабаянның еңбегіне біз айтқанда енді сезон соңында біз енді жауап өзіміз береміз. Сондықтан 2018-де кеткеннен бері Астанада қайтып келгеннен кейін көп нәрсе өзгеріп келген Астанада, қазақ футболында. Онда қатты өзгер деп айта алмаймын. Не себеп? Өйткені өзімде былай кетіп бәрін ұмытып қарамайтын ондай нәрсе де болған жоқ. Бақылап жүрдіңіз ба? Иә, бақылап жүрдім, постоянно матчтарды қарап, не істеп. Сосын өзімде шетелге кеткен мен постоянно келіп тұрамын ғой, жазда келіп тұрамын, бала шағамды өмір осы жаққа келіп тұрамын, мысалы. Неге фанаттар базасы біз ойлағандай қалыптаспады? 2013 жылы Астананың матчтарына барып жүргенде 500 адам болды, 2005-те бір 5000-ға дейін жетті. Жылдан жылда сөйтіп өсе береді деген едік. Қазір сол 5000 адам Астана аренада матчтарында жиналса қуанамыз. 10 жыл ішінде жанкүйер Астанада ондай бір қатты қалыптаса алған жоқ база. Не себеп болды оны? Енді бірталай себептер бар шығар. Біріншіден мүмкін сол дұрыс арнайы сол кімнемен жанкүйерлермен қалай оларды сақтау керегіне, қалай қазір базадан бәрі жиналады, ол кезде ондай еңбек жасалған жоқ та. Мысалы қазір енді өзім келіп жатырмын, ойымда бар цифровой бір решение әкеліп, мысалы сол арқылы жинау керегін. Бір жағынан сол нәрсе болды, екінші жағынан енді кезінде өзіңіз есіңізде бар ғой, логистика жағынан да Астана аренаға жету қиын болды да. Қазір мысалы өзіме қызық, келесі жыл өзім күтіп жатырмын да. Өйткені қазір енді қаланың ортасы болып қалды. Иә, қаланың ортасы болып қалды. Және кезінде мысалы жанкүйердің өзін әкелу үшін біз қай жақтағы анау мектептерге барып, мысалы, нелер листовкаларды әкеліп, тудан-сюда қазір өзім қарап жатырмын. 500 теңге беретін универде. Иә. Матчқа барсаң. Сіздер беретін едіңіздер ма оны? Клуб беретін еді? Иә, клубтың өзіміз жұмысымыз сол болды ғой, мысалы. Келген үшін 500 теңге береміз. Ойындарға жету үшін деп. Жоқ, алыс қой. Универден 500 теңгеге такси, жол бәрін соны төлеп беретін. Сен таксиде жүрдің бе студент кезінде? Сол жанкүйерлерге сол комфортный условия жасау келесі жыл. Өзім де солай қарап жатырмын да, келесі жыл стадионға қайту, ол да бір жаңа деңгейден бастау жұмыс көрсету керек болады деп, сондай немен қазір қарап жатырмын. Әзірге Алматыда ол жағынан жұмыс бола ма? Жұмыс болады, бірақ қиындау да, өзіміз түсініп жатырмыз. Бөлек, бәрі бөтен ғой. Бөлек, сосын мына жақта қандай жұмыс жасамасын, ертең Астанаға кетіп бәрі сұрап бола ма? Мектепке барып, жарты жылдай фанат бол. Сосын не жасасаң жасай бер деп. Бізде кезекті рубрика «Лига плохих шуток». Мен бастаймын, вы продолжите, хорошо? Что сделал Кайсар Бекенов, когда расстался с Астаной? Сделал себе прическу каре. Расстался и плакал, и прическу изменил, да? За что женщина-арбитр показала красную карточку? За грубый подкат. Что не поменялось с того раза, когда Кайсар Бекенов работал в Астане? Название города? Астана все еще лучший клуб Алматы. Что общего между вулканизацией и штабом Черчесова? Тоже горят лысые. Ну, лысые шины выбрасывают. Вулканизация и там переобуваются. Переобуваются, неплохо. Чего не сделала Астана при Кайсаре Бекенове? Не построила академию. Ну, это же не смешно. Мы шутим, а не обвиняем. Не переименовалась в Нур-Султан. Точно. А как переименуют ФК Женис? Вообще? Это факт? ФК Женис. ФК Женис, Почему больше всего скучали на стадионе Астаны без Кайсара Бекенова? По гимну Лигу чемпионов. Ну, вот здесь просто факт. Больше комплимент, наверное. Это шутка от Ербы была. Почему Еркебулана Сидахмета называли казахским Месси? Не знаю, плохие у меня сейчас ассоциации. У них до конца карьеры будут проблемы с английским. Почему Кайсару нравится работать в Астане?
Ой, не знаю даже. Чтобы продувало прическу. Точно. Какой футболист пошел в роддом вместо жены? Место. По фамилии, ну. Чулчиев. Роддом. Сегодня такие истории. В роддом вместо жены. Максим Самородов. Неплохо. Какими обязанностями занимался бывший директор Астаны Кайсар Бекенов? Не знаю. Оформлял визы футболистам на Еврокубках. Ну что, я шутка. Да. Қайтадан, да. Шутка из департамента, как это? Международного департамента. Да, международный департамент КФФ. Елимай забрал из Актобе Шину, Яшина, Лобанцева и Карповича. Что следующее? Сменить цвет формы на красный. Шина, Яшин. Почему Бекенова взяли обратно в Астану? Больше никуда не взяли, наверное? Чтобы обогнать Кайсар, надо думать, как Кайсар. Это сильно. Это хорошо. Это сильно, да. Почему игроки Акжаика отказываются от предложений из Реал Мадрида? Давайте, мне интересно. Какая разница, они же и так в Европе. Единственный вариант, до которого... Андай бір шутка бар. Европаларында болдым мен, жолдар жаман ғой деймін, жолдар мақтай бересіңдер дейді да, сөйтіп. Қалай жаман жолдар Европада күшті ғой дейді. Базар жоқ, ана Мадридтен Барселонаға дейін жолдар жақсы, Ақсайдан Оралға дейін ужас қой деп. Так, это обрез. Она смешнее была. Оставь, колдас. Это обязательно Так, давайте. оставьте. Почему сложно работать казахским комментатором? На двух языках, как Ереке разговаривать, нет? Минимум. Денег мало платят. Потому что помимо комментирования нужно знать 1000 форм извинения за плохую трансляцию. За плохую трансляцию. Да. Почему казахстанские судьи не пользуются ВАР? За подлома. Чтобы не прервать своим коллегам из видеокомнаты катку в Counter-Strike. Как называется программа, по которой Кайсар купил себе квартиру в Астане? Ипотека с господдержкой. Жаль, ее не было, но ладно. Что делать, если родители хотят, чтобы вместо футбола ты работал на госслужбе? Вы больше знаете. Играть за Астану? 2 раза намекнули, что в Астане поддержка из государства, да, идет? Ну, это... Я говорю, это Ербин шутки. Поехали. Почему футболисты сборной Казахстана не бухают всей командой? Потому что Исламбек все куат. Да, неплохо. Почему Лукас Подольский заработал больше денег на евро, чем игроки сборной Германии? Потому что он донеры продавает? Вот, да, вот, прям точно попал, да? Свои шутки. Все, контракт с Астаной заработал. Автор лиги плохих шуток Ербол Каиров. Кайсар надует. Жақсы, көп рахмет сізге. Енді Құдай қаласа Астанаға сәттілік тілейміз. Астананың орны турнир кестесінің бірінші бөлігі бәрібір төменде жүрген жараспайды. Еліміздің басты клубы. Сәттілік. Рахмет. Тек алға. Дидар. Кайсар. Рахмет сіздерге. Ербол Қайыров, Дидар Қадыров, Әлімжан Асқар және Қайсар Бекенов. Комен шоу бағдарламасы осымен тәмамдалды. Көп рахмет.